оқырмандарға керегі де сол шынайылық қой. Таза қалай бар солай көру. Әлемдік нарыққа шығамыз, қазақ танытамыз деген оймен Q4 деп қойдық. Дубайдан да тапсырыс бойынша көліктер әкелеміз. Корея елінен де қазір тапсырыс бойынша көліктер әкеліп, сонымен қатар Қытайда серіктестеріміз бар. Қытайдың қандай көліктерін кіргіздіңіздер? Сапалық деңгейі көңіл көншітті ме? Айттыңыз ғой, қарызға кіріп кеткен кездерім болды деп. Сондай кездерде өкінген кездеріңіз болды ма? Өмір қысқа ғой. Біз өмірде нені өзгерте алмаймыз? Көбінесе ауылдан шыққан балалардың жетістікке жету мүмкіндігі өте үлкен. Бізде елімізге шын мәнінде кәсіпкерлерді халық жөнді біле бермейді. Ең бизнестегі ұстаным осы деп ойлаймын. Тегін бір кеңес десеңізші, яғни кәсібін жақсы дөңгелеу үшін отбасы береке болу керек. Үйдегі кісінің жағдайы жақсы болу керек. 15 күн дейді. 15 жыл сияқты өтпей жатыр дейді. Мына Талғат деп ананың жаны жылап тұрды. Жаманшылықты үйге әкелеміз де. Жаманшылық таратамыз. Адал еңбекті маңдай тер аққан кезде оны сенен ешкім тартып алмайды. Тағы да арнаға сұхбат бересіз деп ойлаймын. Егер де көпшілік қалап, астына комментарияларын, сұрақтарын жазып, екінші бөлім болсын десе, міндетті түрде Армысыздар, Адырна ұлттық порталының көрермендері. Бүгін бізде қонақта кәсіпкер, инвестор, ментор, Q Тұлпар халықаралық автокөлік сауда үйінің негізін қалаушы Талғат Сахан мырза. Талғат аға, студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Хал жағдайыңыз жақсы ма? Шүкір, Аллаға шүкір. Астананың төрінде қонаққа келіп, өздерің қолқа салып, шақырғаннан кейін арнайы уақыт бөліп, осы сіздердің YouTube арналарыңызға пайдалы болайық деп, тәжірибемізбен бөлісейік деп келіп отырмыз. Бәрекелді. Шақырған жерге келгеніңізге, осы ұсынысты қабыл алғаныңызға көп рахмет. Пікіріңіз қалай? Көшпелілер ойындары халықаралық деңгейде сапасы қалай екен? Осы ойында демеуші екенсіз? Бас жүлдені марапаттау үшін сахнаға Талғат Сахан, Q4 Тұлпар автосалонының басшысы, демеушісі шақырылады. Ассалаумағалейкум. Бүгінгі 5-ші дүниежүзілік ойынға жиналған қауым біздің Q4 Тұлпар компаниямыздың атынан арнайы құсбегілік федерациясының президенті Берік Уәли мырзаның сұрауымен бірінші орынға автокөлік беріледі. Өте жоғары деңгейде әлеуметтік желілер арқылы ашылу салтанатын барлығын байқадық, көрдік, көптеген кері байланыстар беріліп жатыр. Мысалы, Парижде Олимпиада өткен кезге қарағанда біздің Қазақстанымыздың ашылу салтанаты өте жоғары деңгейде өтті деген кері байланыстарды менде өзге ұлт өкілдерінде араласатын достарымыз, партнерлар барлығы бар айтып отыр. Сондықтан да осылай қазақты береке бірлігінен айырмасын. Бұл халықаралық деңгейде өтіп жатқаннан кейін бізге әлемнің көзі тігіп отыр барлығы. Сондықтан да осындай кезде біз қазақ бірлігін көрсетіп, береке бірлігін көрсетіп, жаңағы қатысушыларымызға біздің Қазақстанымыздың жаңағы намысын қорғап жатқан оларға жеңістің торынан көрінуге, осы қазақтың абыройын асқақтатып, көк туымызды биіктен көтере беруге әрқашанда тілекшіміз. Бәрекелді. Талғат мырза, енді сіз бірінші рет біздің YouTube арнамызда қонақтасыз. Бізде бірнеше рет сұхбат беріп жатқан кісілер бар. Солармен салыстырғанда сізді біздің оқырмандарымыз тани бермеуі мүмкін. Сол үшін өзіңізді кішкене таныстырудан бастасақ сауалымызды. Q Тұлпар жаңағы автокөлік сауда үйі қашан іске аса бастады, идеясы қалай пайда болды, сонымен бірге ерекшелігі неде, және бұл Q Тұлпар атауын қайдан алдыңыз? Енді бізге шын айту керек, Тұлпар деген түсінікті, Q4 деген мәні кішкене түсініксіз болып тұр. Сондықтан осы жағынан бір хабар беріп жерсеңіз, меніңше пайдалы болмақшы. Жақсы, мен өзім ат жөнім Талғат Сахан, шығыстың қазіргі таңда Абай облысы Үржар ауданы
Таскешкен ауылының тумасымын. Үйленгем, 8 бала шағам бар. Барлығы бір әйелден айтып Аллаға шүкір. Сол қазіргі таңда Алматыда тұрып жатырмыз. Негізі осы Кифор Тұлпар компаниямыздың жаңағы құрушысымын, құрылтайшысы. Қазіргі таңда 400 адам аса жұмыс жасайды. Қазақстан бойынша 18 филиал. Осы Астанаға келген кезде қазір өзіміздің тағы бір зданияны сатып алып, 19 филиал ашылайын деп отыр Алла қаласа. Сонымен қатар Қырғызстан елінде бармыз, онымен қатар сол Өзбекстан елінде бармыз. Дубайдан да тапсырыс бойынша көліктер әкелеміз. Корея елінен де міне қазір тапсырыспен көліктер әкеліп, сонымен қатар Қытайда серіктестеріміз бар. Олар $5 миллион аса ақша салып, көліктер жіберіп, қазіргі таңда Қазақтан шыққан халықаралық дәрежедегі осы Q4 компаниямыз жұмыс жасап жатыр. Q4, Q4 дегеннің мағынасы Q ол қазақ, 4 ағылшынша, өйткені біз әлемдік нарыққа шығамыз. Америкаға любой солдат хочет стать генералом деген сияқты. Осы басталған кезде баланың атын қалай қойсаң, солай жетістікке жетеді дейді ғой. Сол сияқты әлемдік нарыққа шығамыз, қазақ танытамыз деген оймен Q4 деп қойдық. Яғни Q қазақ, 4 үшін, қазақ үшін тұлпар деген мағынаны білдіреді. Осы енді неге бұл құрылды? Қай кезден басталды? 2018 жылы осы Q4 тұлпар компаниямыз құрылды. Негізі алдында Q4 Business School деген мектеп болатын. Сол Q4 Business School ол Q тоже қазақ үшін бизнес школа деп ашылған болатын, бизнес мектеп. Ол жерде біраз қазақ аудиториясының сапасын көтереміз, білім береміз, тәжірибе бөлісеміз деп солай ашылған мектеп болатын. Ол жерде өте үлкен тәжірибе, инвестиция жайында, команда құру жайында біраз тәжірибе жинап, сол арқылы осы Q4, яғни тұлпар компания құрылды. Ана Q4 Business School'дың аты өшпесін деп Q4 болып жалғасты. Қазіргі таң сол 2018 жылы құрылған себебі осы сала бойынша мен іздеп көрдім, автокөлік саласы, жүрілген автокөліктерді сататын қазақтың компаниясы бар ма екен деп. Сонда іздеп көрген кезімізде Бипек авто бар, Астер авто бар, бірақ ол кезде Майкарда жоқ, қазақтың компаниясы жоқ болды. Сол себепті де неге бізге атауымыз осындай ұлан байтақ жерді ақ найзаның күшімен, білектің күшімен тастап кеткен кезде біз неге біреулерге былайша айтқанда жұмыс жасап отырмыз. Сол жаңағы компаниялардың бәрі көршілес мемлекеттерден келген, біздің елде жерде ақша тауып, үлкен ақшаларды тауып, өз елдеріне әкетіп жатты. Сол себепті осылай намысқа тырысып ашылған компания болатын. Көптеген бұл жерде де аяқтан шалушылық, көре алмаушылық, қызғаныш мысалы болды. Басында системаны құрған кезде командадағы адамдардан да әртүрлі нәрселер. Бірақ қазіргі таңда 6 жылға кетіп барады, тоқтамай қазіргі осы жетістікке жетіп отырған жайымыз бар. Қазіргі таңда айтып тұрмыз ғой, Q4 тұлпар компаниясы мысалға сол кездегі басқа келімсек компаниялар өз елім, мысалы біздің қазаққа олардың ешқандай жаны ашымайды. Еңбек ақыларының бәрі төмен, олар төмен еңбек ақы беріп, көп ақша тауып өз елдеріне алып кетуді ойлайтын. Қайырымдылық іс-шаралар, мәдени сала, мысалы, оларды ешқайсысын қолдамайтын. Сол себепті біз кішкентай компания болсақ та, сол кезден бастап, мысалы, өз ауылымызға көмектесіп, командадағы адамдарды оқытып, қаракөз қазақтар, жаңағы Россияға барып оқытып келдік, мысалы. Одан кейін біз енді өзіміз қазақтың компаниясы Өзбекстанға, Қырғызстанға барып оқытып, оларды біздің жүйе бойынша жұмыс жасатуға үйретіп жатырмыз да. Өзі қазақтың технологиясы бойынша, қазақтың компаниялар. Осы бағытта жұмыс жасадық, бізден көрген қазір мысалы. Сол келімсек басқа компаниялар, олар қайырымдылық жасай бастады, өйткені бәсекелестік бар. Соған байланысты мысалы кішкентай ғана компания болсақ, қазір осы 2023 жылы сатылым бойынша үздік үштікке ендік. 6000-нан аса көлік сатып, сол үштікке еніп отырмыз. Оны біздің сол бәсекелестердің өздері мойындап, әртүрлі жаңағы форумдар болғанда шақырып, біздің осы аз уақыттың ішінде Қазақтан шыққан ауылдың сары баласы қандай осындай жетістікке жетті неге деп
Соны қазіргі таңда бізді премьер қылып, былайша айтқанда, айтып көрсетіп жүр. Аллаға шүкір дейміз. Және де ең бастысы бұл жерде намыс. Ең бірінші намыс өз жерімізде, өз елімізде қазақтың компаниялары шығу керек. Олар осы бәсекелестікке бой алдырып, және де осы келімсек компанияларды нарықтан ығыстыру керек. Бәсекелестікке штаб беріп деңіз. Бәсекелестікке штаб беріп, мысалы, мен ешқандай олигарх емеспін. Менің бір депутат болмаса, бір үлкен мінбеде отырған көкем жоқ. Өзім осы қарапайым ауылдан шыққан, қарапайым жанұядан шыққан әкем шопыр. Шопыр болған, совхозда мысалы водитель болып. Анам жаңағы үйде, мектепте кітапханада істеген, сондай сатушы болып істеген, сондай болды. Сондықтан да біліммен жаңағы алашардақтылар өте керемет айтып кеткенде, елге қызмет ету ол білімнен емес, мінезден деп. Расында да осы мінездің арқасында, жоқ, намыстың арқасында мен берілмеймін, тоқтамаймын деп, осының арқасында міне осындай қазір деңгейге жетіп отырмыз. Қытайлық серіктестеріміз бар, өзім наставниктерім бар бизнестегі, мысалы. Олар серіктес болып отыр, мысалы, Өзбекстаннан ашқанда. Осының барлығы қарапайым қазақтың ауылдан шыққан баласының қолынан келсе, мен ойлаймын, әрбір біздің осы ауылдан шыққан жаңағы жігіттердің қолынан келеді деп. Сіздің сөзіңізден ұққаным, кез келген адам, ол қай жерден шыққанына қарамай, ауылдан шыға ма, әлде қаладан шыға ма, қайдан болса да, қандай деңгейде болса да, ол үлкен жетістікке жететін мүмкіндігі бар. Солай емес пе? Яғни біз өзіміз шектеп, анау танысы бар, оның тамыры бар, сондықтан ол бір жетістікке жете алады, мен қайда маған жету деген деп, кейде біз өзіміз солай шектеп тастаймыз ғой. Рас емес пе? Мынандай нәрсе ғой, мынаны айтайыншы мен, көп адамдар осыдан қарапайым түсінетін шығар. Біз өмірге келген кезде ер бала, болмаса қыз бала болып келеміз. Біз өмірге келген кезде маңдайымызға мынау прокурор болады, мынау бизнесмен болады, мынау миллионер болады деп жаз қоймайды ғой. Арғартай өзіміздің өсу деңгейімізге байланысты, ата-анамыздың берген тәрбиесіне, мектепте алған тәрбиемізге, өзіміздің алға ұмтылуымызға байланысты біз өз өмірімізді бірінші Алла Тағала, содан өз өмірімізді өзіміз жасаймыз. Кейбір адамдар бар, 30 жасқа келіп, болды өмірім тоқтады деп, мысалы, жаңағы сіз айтқан сияқты, мынау мүмкін емес, оның ағасы бар, көкесі бар, ол сор арқылы жетістікке жетіп отыр деп, ешнәрсеге сенбейді. Кейбір 50-дегі адамдар бар. Мен оқимын, мынау әртүрлі салалар болсын, мобилография ма, білмеймін, ютубқа жаңа өздерін түсіру ма, мысалы, инстаграм жүргізу ма, ағылшын тілін үйрену ма, сол салалардың барлығын ізденіп талпынады. Енді ойлап қараңызшы, сол кезде кім жақсы өмір сүреді? 30 жастағы бойында күш қайраты бар, білімді алуға болатын уақыты да бар, денсаулығы да бар. 30 жаста өзін өзі ертерек, былайша айтқанда, көміп тастаған адам, или және 50 жастағы адам. Сондықтан таңдау өзімізде. Біз өзіміз қалай таңдаймыз? Басында қиын болады. Мысалы, мені де көп адам айтуы мүмкін, ой, бұл проект, анандай бар шығар, мынандай бар шығар. Бірақ мен Аллаға шүкір деймін, 2018-ден бері қалай қарызға кірдім, жаңағы 2016-17-ден бері, по-моему, инстаграм жүргізем. Сондықтан көп адам білет, сенет. Расында да бұл ешкім проекция емес. Өзінің күшімен жетіп отыр, осы біліммен арқасында деген сияқты. Сондықтан айтатыным, кейбір адамдар, мысалы, ауылда тұрады, бір кобальт алып алады, оның өзін кредитке алуы мүмкін, ауылда үйі бар, и жизнь удался деп жүреді. Бірақ та оның мүмкіндігі Аллах Тағала беріп қойған, одан бірнеше үлкен болуы мүмкін. Ол жаңағы ауылдан ғана қалып қалмай ауданға шық, ауданнан кейін облысқа шық, облыстан бүкіл Қазақстанға шық. Және біз Q бар деп неге қойдық? Q деген уже қазақ деген, біз бүкіл әлемге жұмыс жасайық деген мақсат бар. Сол мақсатқа қарай сізде жолыңызда адамдар да табылады, ақша да табылады. Үлкен мақсат қойып жүр. Сондықтан да мен қолымнан келмейді
бұның көкесі бар, жоқ деп отыра берсеңіз, ол сіздің таңдауыңыз. Яғни, онда сіз ерте беріліп қойдыңыз. Ал енді керісінше ауылдан болсын, қалада жаңа айтып тұрмын ғой, біз қыз бала, ұл бала болып туылдық, бәрімізге мүмкіндік бірдей берілді. Көбінесе ауылдан шыққан балалардың жетістікке жету мүмкіндігі өте үлкен. Өйткені олар ауылдан бастап еңбек етіп, біз қорада шөп тазалап, мысалы, малдың астын тазалап, боғын шығарып деген сияқты басқа бәрін сиыр да сауып, үйдің үлкені болғаннан кейін солай өстік. Яғни жастайымыздан әке-шешеміз еңбекке баулытып өсірді. Сол себепте бізге жұмыс жасап кету ешқандай қорқынышты емес. Енді соны білімге айналдыру керек, білім алып, оны соны тәжірибеге айналдырып, бірден кәсіп ешнәрсе жүріп кетпейді. Құлайсың, тұрасың, құлайсың, тұрасың. Ең бастысы сол құлағаннан кейін қайтадан тұра беру керек те жүру керек. Өзіңіз айттыңыз ғой, қарызға кіріп кеткен кездерім болды деп. Сондай кездерде өкінген кездеріңіз болды ма? Осы бизнесті неге қана бастадым екен? Одан да тып-тыныш біреуге жұмыс істеп жүре бергенім артық па еді деген ойлар туындаған кездер болды ма? Енді мен ашығын айтыңызшы. Ашығын айтайын, мен ашығын айтам. Ешқашан жасырған емеспін. Ондай кездер әр адам мойнында болады. Мен сол кездерде Медеу жаққа шығып кететінде, өзен бар кәдімгі ағып атқан. Соған барып, ол кезде Hyundai акцент па, оны синиясын шығарып алып, неге бұл менің мойнымда болып жатыр? Айғайлап, мысалы, ана жерде эмоцияны шығарып, содан мотивацияны видеолар көріп, өз-өзімді кінәлап, аяп, ана жерде жатасың да, мысалы. Содан ойлайсың, енді бұны мен өз-өзімді аяғаннан маған ешкімге өмірімді өзгертіп бермейді. Яғни, мен қазір бұны арғартай жасап істеп кетпесем, болды, мен туралы ешкім де білмейді. Болды, сол жерде жаңағы мылжың талғат, болмаса қолынан ешнәрсе келмейтін талғат болып қалғаным болды. Ал енді керісінше мен қазір мұны арғартай, қарыз туралы айтатын едім, қарыз ол бизнес жасаған кезде бірінші классқа барып, әріпті үйренген, болмаса жазуды үйренген бала сияқты, ол бизнесменнің жолында болатын нәрсе ол. Сен міндетті түрде ол қарыздарды жасайсың. Неге? Өйткені әлі қаржылық сауаттылығың жоқ. Сол қаржылық сауаттылығы бойыңа сіңіру арқылы бір қателестің, екі қателестің, үшінші қателестің. Бірақ сол қателескеннен сабақ ала білу керек те. Содан кейін барып уже түсінесің, мына ақшаны оборотқа келді ма, яғни оборотқа ұстайын, үстіндегі пайдасымен өмір сүрейін, үстіндегі пайданы қарызымды жабайын деген сияқты. Сондықтан да мына көп қазір кәсіпке жасайтын жас буын бауыр қарындастарымыз болса, кәсіпте құлап қарыз болған адамдар болса, мен оларға айтар едім, керісінше қуаныңыздар. Алла тағала бізге мойнымызға жүкті, көтере алмайтын жүкті бермейді. Егер де біз 100 миллионға қарызға кірсек, яғни 100 миллионға бізді нарық бағалап тұр. Оны арғартай біз жапқаннан кейін, сізде 100 миллионды табатын қасиет бойыңызда қалады. Содан кейін сіз уже қарыз жауып тастаған 100 миллион арғартай тауып жүре бересіз. Бірақ 10 миллион, 100 миллион, миллиард табатын кездерде сіздің деңгейіңіз, білім дәрежеңіз өсіп отыру керек те. Көбіміз қайтеміз, осығанда шүкір дейміз де тоқта қаламыз. Базарда 10 жылдап бойы, мысалы, киім-кешек сатып жүрген адамдар бар. 1 миллион, может 2 миллион теңгесін табады, бірақ оған шүкір дейді де. Бірақ қазір, мысалы, әлеуметтік желілер келіп, мысалы, әртүрлі онлайн платформалар бар, солардың барлығы базарды өлтіріп жатыр да, мысалы. Сол себепті де біз нарыққа бейімделіп, жаңа білімдер болса, жаңа технологиялар болса, олардың бәрін өзімізге, бойымызға сіңіріп алып, қазағымыз, еліміз, жеріміз үшін қолданып оны бәсекелестікке төтеп беріп, келімсектерге пайда, өйткені олардың ойлары айттым ғой, Қазақстанға бір қайырымдылық жасайын, осы қазақ халқын көтерейін деген ойда болмайды олар. Олардың барлығының ойы мейлінше пайданы көп тауып алып кету. Сондықтан да қарыз болсаңыз, ол сіздің маңдайыңызға басып болған таңба емес. Оны қарызды қайтарғаннан кейін сізде арғартай өмір сүруге мүмкіндік. Керісінше шығыңыз, потом көп адам қалай ойлайды, үйінде өзін-өзі аяп жатады, мен қарыз болып қалдым, біреу берсе, көмектессе, олай қарыз жабылмайды. Керісінше сіз шығыңыз, барып сөйлесіңіз сол адамдармен, қалай пайдалы болады екенсіз,
бір нәрсесін сатып бересіз ба, бір жұмыстарын істеп бересіз ба, мысалы сол арқылы или адамдармен танысып бір жұмыстар жасап деген сияқты. Үйде жатып алып көбі қарызым жабылып кетсе екен деп ойлайды да. Ондай немесе анау жаңағы қарыз адамнан қашады, телефонын сөндіріп тастайды. Енді сөзіңіз аузыңызда, енді біз енді керемет бай болып кетпесек те, өзіміздің ақпараттық неміз бар ғой, енді әйтеуір күшіміз бар, неміз бар. Кейбір жекелеген адамдар менен қарыз сұрайды, енді көп ақша емес әрине, 50 мың теңге, 100 мың теңгенің көлемінде әрқалай. Содан қиналып тұрмын деген кезде бересің, одан кейін сұрасаң жоқ деп айтады. Кейде үстісінен қайтадан қарыз сұрайтындар бар, тағы да сұрайды. Содан кейін сен оны сұрамақ түгіл, ақшаны сұрамақ түгіл, өзінен қашасың ана. Өйткені тағы сұрайды. Әдістері ма, әлде білмеймін. Сосын мен айтамын, сен енді журналистсің, менімен араласатын ортам жоқ, сен журналистсің, сондықтан сенің қолынан келеді маған осы ақпараттық порталымыздағы сайттарымызды нелерде өз парақшана бөлісіп отыр. Мынанша рет бөлісесің, жарайды, содан кейін мен сенің қарызыңды кешіре қояйын десем, соның өзін жасамайды. Қолында тұрған нәрсе. Бар, өзінің аудиториясы бар, енді елдің алдында беделі бар адам. Ең құрғанда солай жаба салайық енді, қайтармайтынын түсініп тұрмын да, бір пайдасын тигізсін деймін да, соның өзінен қашады. Мен соны түсінбеймін, қалай, неге бұлай адамдардың психологиясы? Оны бұлай деп ойлаймын, мен қазір жауапкершілікті көп адам сезіне бермейді. Қазіргі таңда жастар оны жаңағы жастар, бәріне топырақ шашпаймыз, бірақ араларында жауапкершілік сезінбейтіндер бар. Неге? Өйткені мысалы қарызды көп адам өзінің проблемасын шешу ретінде, құрал ретінде көреді, оп-оңай ақша ретінде көреді. Сол сияқты инвестицияны да, тартып жатқан инвестицияны да менің ойым іске асыратын бір құрал ретінде көреді. Болмаса өзінің бизнес әлі жаңағы ақша тауып тұрған жоқ, бірақ оны упаковкалайды де, мысалы оны франшиза ретінде сатып, содан ақша тапқысы келетіндер болады да. Оның барлығында жауапкершілікке жеңіл қарау жатыр да. Енді қолынан келіп тұрса, егер ол жауапкершілік сезініп тұрса, неге керісінше келіп, мен саған қарыз едім, осы қарыз не істеймін? Мен құтылып тастайыншы, өйткені ана дүниеге барғанда біз айтамыз, барлығына жауап береміз дейміз, өмір бумеранг дейміз. Яғни ол адам сізді алдаса, ол адамды тағы біреу алдайды. Бәрібір ол өмірдің заңдылығы. Оны тәжірибеден қанша рет көрдік. Біреуге жаманшылық жасадың ба, жаманшылық қайтып келеді. Жақсылық жасадың ба, жақсылық та қайтып келеді. Сол себепті мен енді ондай адамдарға айтатыным, өзіңіздің өміріңізді саралап көріңіз. Мен бір супер ангел деп отырмаймын өзім. Менде де ондай жағдай болды. Бірақ мен соны жабуға тырысып бастаған кезде менің өмірім өзгерді де. Барып адамдармен сөйлесіп, керісінше сол қарыз адамдарым мен жүгіріп жұмыс жасап өзгеннен кейін олар айтады, тағы да қандай мүмкін саған ақша берейік, тағы да не істей аласың біз үшін? Бір сенген адам екінші рет тағы да сенеді, егер сен жауапкершіліктен қашпасаң. Кифо бар компаниямыз болды, жаңа айттым ғой, Кифо бизнес скул. Мен ол жақта қарыз болып қалдым. Минус 83 миллион теңге. Инвесторлардан ақша алдық, бизнес школаны жүргіземіз дедік, жүрмеді, содан кейін жабылды. Одан кейін мен Кифо осы тұлпарымды 1,5 миллион теңге инвестиция мен минус 83 миллион теңгемен бастадық. Содан кейін адамдар ақырын тағы мен ешкімнен қашқан жоқпын, бәрімен барлық сөйлестім, мүмкіндік беріңдер дедім, білмеймін қалай қайтарам, бірақ қайтарам деп. Содан кейін ең енді ақшаларым ақырын жаңағы пайдасымен, үстіндегі пайдасымен, обороттағы ақшаға никогда тисе болмайды. Пайда тауып бастаған пайдасымен бір адамды барып жабам, Инстаграмға түсірем, айтам, міне жаптым деп. Сол кезде мен түсінгенім, ана бірінші адамға апарып беріп жаңағы эмоция өзіме алғаным, ана кісі айтады ғой, мен бұл қарызды қайтады деп ойлаған жоқпын дейді. Болды, бұл жоқ, келмейді деп ойлағам дейді. Талғат, саған рахмет. Онау как раз маған әйелім барып атқан, керек кез осы соның еміне ақша керек болатын, соған міне беріп атсың, Алла разы болсын, рахмет деді. Мен өзіме сол кезде мен мотивация алдым да, бүкіл адамның қарызын қайтарып беремін деп. Өйткені ана эмоцияны сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Содан кейін менің ең бір мақсатым қарызды қайтару бола бастады. Бүкіл адам Инстаграмға шығып тұрып айттым, мен кімге қарызбын, мен қайтарайын, мына өмірде бұл қарыз болып қалмайын. Жаңа қарыз адамдар айтыңдаршы деп, бәрін беріп болғаннан кейін де солай бір-екі рет сторис жазған кездерім де бар да. Сондықтан сіз қалай қарызды беріп, содан кейін кейбір адамдар ақшаларын алып кетіп, біраз уақыттан кейін айтады, Кифо бар компанияңа инвестиция керек еді ғой.
давай менде ана ақша тұр, мен саған қайтадан салайыншы деп. Өйткені Талғатқа берген ақша ешқашан жоғалмайды деп сондай сенім. Содан түсіндім де. Түсіндіңіз ба? Сондықтан керісінше біз беріп отырма, сеніп отырма. Ол адам, мысалы сіз өзіңіз сол 50 мың теңгеге может киім алар едіңіз, болмаса бала шағаңыз қыдыртатын едіңіз, болмаса анаңызды бір ресторанға апаратын едіңіз, иә. Оны сіз қызметкерлеріне сыйақы бересің. Иә, қызметкерлерге сыйақы беретін. Соны сеніп оған бердіңіз ғой. Ол үлкен сенім. Біреуден барып 5 мың теңге сұрап көрші. Туған туысқан берер ме екен мысалы. А сіз соны беріп тұрғаннан оны үлкен жауапкершілік ретінде. Ең бизнестегі ұстаным осы деп ойлаймын. Жаңа таза ниет, Сенім. содан кейін сенімді бол. Жаңа жауапкершіліктен қашпай ешқашан. Ол жауапкершілік жаңағы өзіңіздің командаңыздағы адамдардың алдындағы еңбек ақысы, аренда төлеуіңіз, клиенттердің алдындағы жаңағы жауапкершілігіңіз. Содан кейін ата-анаңыздың алдындағы, өзіңіздің бала шағаңыздың алдындағы осының барлығын ұстанып, өмірден, тәжірибеден қолданған кезде өміріңіз жақсы жаққа өзгере бастайды. Бәрекелді. Сіздің компанияңызда 400-ден астам қызметкер жұмыс істейді екен. Енді олардың бәрін басқару, сонымен бірге жалақысын уақытылы төлеп отыру үлкен жауапкершілік қой. Енді басқару системасын байқаймын, сіз емін-еркін жүресіз, көп алаңдамайсыз, стористеріңізді қарап отырамын. Бір басқару жүйесін бір жүйелеп жолға қойған сияқтысыз, сонымен бірге жаңағы әрбір адамның жалақысын қалай не қыласыз, мысалы үшін қарастырасыз, мүмкіндігінше еңбек ақыларын қалай саралайсыз, мысалы үшін қызметтік несіне байланысты ма, сыйақылар бересіз ба, қалай ынталандырасыз? Осы Q-Photopar компаниямды құру барысында мен көптеген білім алдым адамдардан, жекелеген адамдардан, мынандай форумдарға барып әртүрлі. Мысалы, Автобос деген Ресейдің компаниясы осы автокөлік саласы туралы форум өткізіп жатыр. Мен жалғыз қазақ болып бардым да сонда. Барлық отырғандар өзге ұлт өкілдері. Қарасақ, ең көбі жаңағы біздің ресейлік көршілестеріміз. Содан кейін мен қарадым да ойладым, неге біздің осы қазақтар келіп үйренбейді? Екінші жол барған кезде жаңағы тағы біраз өзімнен командамды алып бардым. Үшінші жол барған кезде бүкіл где-то 20-25 адамдай біз ортаны алып отырдық та қазақтар. Өйткені маған сол жерде намысыма тиді. Көрдіңіз ба? Сол себепті де әр мына даму барысында мен системамды құру үшін осы Q-Photopar компаниямның мен оқып отырдым, дамып отырдым. Бірден бұл жүйе өзімен өзі келе қойған жоқ. Өйткені велосипед ойлап тауып қажет жоқ. Мысалы, сенің бизнесің осы жерде жаңағы басқа елдерде жақсы істеп жататын болса, соны барып алып келіп көшірсең болады деді. Сол себепті де мен жаңағы Автосет РФ деген Ресейдің Казанда компаниясы болды. Соның франшизасын сатып алдым. Франшизасын сатып алып, өзіміздің команданы ол жаққа апарып оқытып, жаңағы білім тәжірибе жинатып, соның біздің менталитетке келетіндей қылып, ол жердегі сол системаны біздің менталитетке бейімдедім. Соның арқасында бізде командада жүйе пайда болды. Оларды таңертеңгілік оқыту, кешкілік оқыту, жаңағы 5 минутка деп айтып жатады ғой мысалы. Содан кейін олардың мотивациясы, еңбек ақылары қалай болу керек. Одан кейін олардың жұмыс орындары, мысалы, жалпы қазіргі таңда жаңағы жалғыздардың уақыты өтті. Время одиночек прошло дейді. Қазір командный жұмыс жасаған адамдар жеңетін болады да. Сол себепті бізде де Q-Photopar компаниямызда нақты жүйе бар. Ол қандай? Мысалы, клиентіміз келгеннен бастап, жаңағы ресепшн дейді, администратор автосалонның, ол уже тосып алады. Тосып алады да, ол уже арғатай келген сұрағына байланысты продажниктерге, сатым бөліміне, болмаса комиссия бөліміне клиентті жібереді. Содан арғатай уже продажниктер жұмыс жасайды, сол клиенттің келуі үшін маркетологтар жұмыс жасайды. Содан кейін барып, жаңағы автокөліктер жақсы жағдайда біздің алаңдарда тұру үшін, ол үшін техниктар жұмыс жасайды. Олар жуып жайып, жаңағы аккумуляторларын барлығы дұрыс. Сондықтан осындай жүйе құрылған кезде ғана
сіздің компанияңыз алға жүретін болады да. Сол себепті де сол кезде көбінесе бизнес иесі осының барлығын анау төменнен бастап өз бойынан өткізген дұрыс та. Сол кезде ол білетін болады, маркетологтар алдап жатыр ма? Бюджетті үлкен қылып алып, мысалы 10 миллиондап, бірақ келіп атқан, мысалы трафиктің төмендігі болуы мүмкін. Или олар жақсы трафик әкеп жатыр, мысалы продажниктер онымен дұрыс жұмыс жасамайды. Сатылмамандар. Болмаса жаңағы финансовый отдел бар мысалы. Финансовый отдел ол ақшаларды дұрыс басқармай, бізде ақшалар ұрланып жатуы мүмкін. Ондай кассовый разрыв мысалы болады. Сондықтан да бұл жерде айтатын болсақ, барлығын егер нақты жүйеге келтіретін болсаңыз, онда сіздің бизнесіңіз қазіргі бәсекелестікке төтеп бере алады. Сонымен қатар арғата еще дамып ақша табылады. Біз сонымен қатар қайырымдылық іс-шаралар көбінесе. Қазір енді өзіміздің компанияда осы бір апта бұрын ғана стратегический сессия өткіздік. Осы жылдың аяғына дейін ғана. Өйткені нарық өзгерді, нарықтың өзгеруіне байланысты біз жыл басында қойған стратегия ол өзгеру керек болды. Сол себепті де қазір енді басқа бағытты таңдап, оның барлығын менің командадамдағы адамдар өздері ұсынды. Мысалы, сол басқарушы директордан бастап, генеральный директордан сату бөлімінің басшысы, маркетологтар, IT отдел бар бізде. Онымен қоса сол финансовый отдел, потом даму бөлімі бар. Ол даму бөлімін басқаратын әділ мырзалар. Одан регион басшылары бар. Солардың барлығы жаңағы өздерінің мотивациясы дұрыс болғаннан кейін, жаңағы өздері ұсыныс тастап, көп ақша табуға мүмкіндіктер болғаннан кейін, осылай міне жүйеме арқылы басқарылып, содан кейін компания басшысында көп уақыт болып, осылай міне бос уақыттарын арнап жүруге болады. Тамаша. Бәрекелді. Сізге табыс тілейміз. Рахмет. Бізде бір қызық сұрақ бар екен. Көшбасшылық қасиет болмаса командамен жұмыс істеу түбегейлі қиын. Лидерлік қасиетті қалай дамыттыңыз? Әлде табиғатыңыздан бар ма дейді. Мен айтатын едім, ол әкелердің мектебі де. Менің әкем Аллаға шүкір, Сахан сол кісінің арқасында қазіргі менің мінезім қалыптасты. Мінез қалыптасқан адамда жаңағы әкенің мектебі болған жаңағы балаларда олар міндетті түрде жетістікке жетеді деп ойлаймын. Содан кейін әкем мені олай тәрбиелеген жоқ, ол өзін тәрбиелейтін. Өзі жаңағы Запорожьеден таксовать етті. Содан кейін Запорожьеден 98 жылы оқу бітірген кезде сатып жіберді. Сатып жіберді, мені барып оқытуға түсірді. Мен үнемі айтып жүретін, мен сені оқытам. Сен сол үмітті ақта, арғартай жақсы оқы деп. Мен Қызылға бітіріп шықтым. Соны өзіме мақсат қойдым. Әрқашанда осы әкеме жаңа көліктер әперіп отырам деп. Мен айтатын едім, бұл жердегі сұрақтың неменесіне мінезді қалыптастыру керек. Лидерлік немененің барлығы сол әкені көру арқылы ол мынандай ортаға кіріп кететін, барлығымен жақсы сөйлесіп кететін. Одан кейін ол бір жұмыстарды осы күнге дейін әлі, мысалы қазір 70-ке келеді, әлі шапқылап, жаңағы тойханасын жүргізіп, жұмыс орындарын беріп, шапқылап бір нәрселерді ұйымдастырып жүреді. Әке көрген оқ жонар деген қазақта сөз бар ғой. Сондықтан да біз өзіміздің қазағымыздың салт дәстүрінен содан тәрбиеленетін болсақ, біз арғатай өте жаңағы мықты болатын едік, мықты халық болатын едік. Кезінде өйткені біз қазақ болып туғаннан кейін бізде қарттар үйі болған жоқ. Бізде жетімдер үйі болған жоқ. Үлкендерімізді қалай сыйлайтын едік. Кигіз үйде отырып, жаңағы үлкен аталарымыз Абай қалай шықты? Құнанбай өзінің жанына отырғызып қойып, ол елдің мәселесін айтатын, қазақтың жаңағы проблемаларын айтатын. Соны тыңдап өскен Абай, мынандай екен ғой, қазақта мынандай бар екен ғой деп, сол арқылы қазір Абай болды. Елдік деңгейді ойланатын болды. Сондықтан да қазіргі таңда бізде қалай болып кетті? Қазіргі таңда отырып алып, енді айтып тұрмын ғой, 5 саусақ бірдей емес, барына топырақ шатпаймын, бірақ үлкен қарттарымыздың өздері төсек жайлы әңгіме, өсек аяң, анау мынандай істе қойып, мынау мынандай істе қойып,
біреудің бір болмайтын әңгімелерін айтатын болып кеттік те. Сондықтан да мен айтатын едім, сол әкелік мектеп, лидерлік, мен соны көріп өскеннен кейін адамдармен жаңағы қарым-қатынас орнатуды, қалай сөйлесуді, олармен қалай жаңағы ортақ мәмілеге келуді, оларға қалай мотивация беруді, сол менің әкемнен үйренген мектебім деп айтар едім. Сондықтан да ең бастысы қазір әкелер өзімізді тәрбиелейік бірінші. Өзіміз арақ ішпесек, темекі тартпасақ, жаңағы әйелімізге, үйіміздегі бала-шағамыздың бәрін қарап отырған жан-жарларымызға дұрыс қарасақ, мысалы мен әйеліме енді гүл сыйлаймын, оны постоянно сыйлап тұрамын. Сол кезде басында кейбір өзіміз досанкаумен деген бар, мысалы менің жанымда жүрген, солардың өздері айтатын, мынау телефонмен сыртта жүрген кезде жаңағы бәрін мықты басқаратын сондай адам еді, бірақ әйелі звондап қалса жаным деп сөйлесіп тұр. Енді көшеде көп енді өскеннен кейін ең мықты еркек деп ойлаймыз ғой. Әйелінен қорықпайтын еркек деп. Әйелінен қорықпайтын еркек қандай? Әнтейі бір жекіп тұру керек сияқты болады да, мысалы ұрысып, сонда бір өзін авторитет санайтын сияқты болады. Жоқ, сен егер бала-шағаң жақсы көрсең, керісінше әйеліңді сыйла. Үйдегі көңіл күй, үйдегі жағдай дұрыс болған кезде бала-шағаның жағдайы дұрыс болады. Содан кейін сенің де жұмысың арғатай алдыға жүреді. Сол себепте мен енді көп мен Инстаграм, әлеуметтік желіме подписан жігіттер бар, кейбір жаңағы самолетте бірге ұшқан кезде танып келіп жаныма отырып соны сөйлескен кезде бір бауырымыздың айтқан мысалы есімнен кетпейді, мен әйеліммен ажырасайын деп жүргенмін дейді. Анау ортамнан, достарымнан сұрасам, не сен қорқақсың ба, чортсың ба, басқасың ба деген сияқты нәрселер айтатын дейді, әйелімнен қорқасың. Бірақ сіздің историяларыңызды қарай бастап, қойшы осы әйеліме бір гүл сыйлай көрейінші деп, гүл сыйлап едім, әйелімді танымай қалдым дейді. Жайнап, жадырап шығып, үйімізге бір нұр көріп, тамағымды нетіп, жаңағы мырзам, не керек осылай, содан кейін біздің жаңағы ажыраспай қалдық дейді. Содан мен үнемі осындай болатын болса, неге сыйламасқа деп, бала-шағамыздың жаңағы көңіл күйі артып, сізге рахмет деп алғысын айтқан кездерде болды, мысалы. Сондықтан біз егер де жаңағы әйелімізге гүл сыйласақ, ол қорыққанымыз емес. Керісінше, оны сыйлағанымыз сол арқылы біздің бала-шағамыз ертең біреудің қызын алады ғой, ұлдарымыз мысалы, ол да солай келіндерді сыйласа мысалы, сонда оларда бақытты тұратын еді. Соны біздегі қазір мынау ажырасу, бірін-бірі түсінбеушілік деген болмайды. Мен гүлді айтпаймын там, ойбай 100 мың, 200 мың, 300 мың, миллионның гүлін сыйла деп. Айтып тұрмын ғой, бір роза гүлін, жаңағы раушан гүлін алып бар ғой, соның өзін сыйлап ататын болсаң, содан кейін тапқан табысыңа байланысты оның да құнын өсіре бересің. Сіздің сұхбатыңыздан кейін мен бір гүл сатып алып давай жаса көрші. Содан кейін кері байланыс бер. Эмоциясын түсіріп алып сізге жіберейін. Тамаша ақыл кеңес екен. Мен сіздерге бір өтірік айтқандай болмайын. Бүгін ғана міне осы Астанада бір әкім бауырымыз бар. Атын айтпай-ақ қояйын, бірақ сол бауырымыз үйіне қонаққа шақырды. Содан қонаққа шақырып, бауырымыздың айтып жатқан сөзі. Сол арқылы отбасымызға да көңіл бөлеміз. Сол кезде жарыма гүл сыйлауды барлығын сіз арқылы үйрендім. Сен қателеспеймін, оны жарым да айтады. Келініңіз ылғи. Сондықтан енді оның өзі біз үшін жақсы. Әр отбасының көңілді болып жүргені менің жұмысымның жақсы жүргені деп ойлаймын. Оны да сіздің еңізден қарап. Кәсіпкерлерге тегін жақсылықта жол қойып. Тегін бір кеңес десеңізші, яғни кәсібін жақсы дөңгелеу үшін отбасы береке болу керек. Үйдегі кісінің жағдайы жақсы болу керек қой. Көңіл күйі жақсы болса, ол саған тілектес, тілеулес болып отырады. Одан кейін ол әкесін сыйлап өседі, мысалы, әкесін жары сыйлап тұрғаннан кейін оны көрген бала да ертең үйде әкені сыйлап өседі. Бізде мысалы анамыз солай өсірді. Әкелерін сыйлаңдар, әкелерін келе жатыр деген кезде біз барлығын дұрыс істедік пе, қарап уже жиналып дегендей. Мысалы есік алдын қарын күрек қойып деген сияқты, мысалы солай өстік те. Қазір ұлымды айту, есік алдын жаңағы қалада тұрғаннан кейін мусорын шығарып қойып, басқа деген қар күрек қою деген сияқты нәрселерді жаңағы үйренетті. Ол ертең бауырларын үйретеді сол сияқты. Сол сияқты жағдай. Сондықтан бізге анау шеттен, анау батыстан ананы үйренеміз, мынаны үйренеміз деп қажет емес. Өзіміздің салт дәстүріміз, әкелердің мектебі,
бекер айтпаған ғой, әкесіне қарап, әке көрген оқ жонар, шеше көрген тон пішер деп. Сондықтан да осы салт дәстүріміз ұстануымыз керек, болды. Мықты ел боламыз. Тамаша. Өмірде біз елемейтін, байқамайтын, мән бермейтін қарапайым нәрселер, өте ұсақ нәрселер үлкен рөл ойнайды екен да. Өте дұрыс айтасың. Оны әсіресе мен баяғыда бір кітап, мотивациялық бір кітап оқыған кезінде атауын ұмытып қалдым. Европа елдің бір велоспортшыларын дайындайды, жаттықтырушы. Сол кезде велоспортшылары, сол команда, осы Францияның ғой деймін, ұмытпасам, бірнеше дүркін әлем чемпионы болады жаттықтырушы кезінде. Сонда қалай зерттеген кезде ол бара салысымен, жаттықтырушы бола салысымен бірден бүкіл спортшылардың тамағы, ұйқысы, көңіл күйі бәріне бақылау реттеген. Бәрін жоқ. Төсектері қалай болатынына дейін, жататын төсегінің дұрыс болуы. Содан кейін ең ақыры жаңағы нелердің, великтердің настройкалары. Әрбір майлануына дейін, әрбір пиццаларының өлшемдеріне дейін барлығын ғылыми жолға қойған ғой. Бәрінің ғылыми реттеп жолға қойған кезде биіктігі несінің тұтқасын ұстайтын. Соны ең соңында анау барлығы сартылдап тұрғанда оқ сияқты кәдімгідей, ешқандай қателіксіз, ешқандай несіз, әрі тұрақты жаттығу, жүйелі жаттығу, уақытымен барлығы. Сонда бірнеше дүркін чемпион болады бұрын ешқашан ондыққа іліне алмаған команда сондай деңгейге жеткен. Бізде өмірімізде сіз айтып отқан сияқты біз ойлаймыз да, ер азаматтар, осы қайда кетеді дейсің, әйелім ғой өзі деп дейсің да енді деп ойлайсың да, содан кейін бірақ сосын ол ренжісе қарсы сөйлейсің де одан сайын ерексесің. Содан кейін ең сонда бала шағаға зардап шегеді, ол психологиялық травма болып жатады балалар, арты үлкен. Осы жерде бір мысал келтіргім келіп тұр. Балалардың былайша айтқан кезде көңіл күйлері ата-аналар мен ата-ана арасында қарым-қатынас бұзылған кезде балалардың көңіл күйіне қатты әсер етеді екен. Сабақ оқуына, тағы басқаға. Содан кейін бұл қалай басталады? Әдетте бір басшы психологиялық травма балаларға. Бір басшы жоғары жақтан министрліктен сөгіс естиді. Жоғары жақтан сөгіс естиді, әділетсіз сөгіс естиді мысалы үшін. Өйткені біліксіз басшылар көп бізде жоғары жақта. Содан кейін ол директор отырады да, қол астындағыларды жинап алады да, ол ішіндегісін шығару керек қой. Алады да бүкіл ұжымға шерін ұрыспен шығарып жібереді. Ол 30 адам болуы мүмкін, 100 адам болуы мүмкін. Ол әрбірі директордан әділетсіз ұрыс естіді. Ол барады да үйіне сол негативті үйіне алып келеді, әйеліне келеді да ол мінез көрсетеді. Болмайтын жерден ұрыс шығарады да, сөйтеді ол ішіндегісін шерін шығарады. Оның салдары жазықсыз ең сонда балаларына. Содан кейін сен неге бүйтесің, сөйтесің дейді. Әдетте енді кемшілік бір жақтан ғана болмайды ғой, екі жақтан да болады. Біреу басын иіп кетіп қалса соғыс болмайды. Сол себепті авария дейді жағы. Екі қателесетін жүргізуші дейді. Келісесіп қалған кезде болады екен да. Біреуіне жол бере салса қателік болмайды дейді. Сол себепті де мынандай нәрсе ғой. Жаңағы жаманшылық жақсылыққа қарағанда тез тарайды. Неге? Өйткені жаңағы эмоцияны ұстай алмаймыз. Жаман нәрсе көрсек, қазір көбі таратып жібереді. Енді қараңыздаршы, Мақпал апайымыз шығып жатыр мысалы, ананы бөлсе, бір-екке шығайық, хитқа шығайық, анау-мынау. Қайраттар мысалы, сүрініп мысалы жаңағы самолетта болған жағдай. Енді оны алды да 15 күнге қамады, Қайраттан жаман адам жоқ. Төреғалиымыз мысалы қателесті, одан жаман адам жоқ. Ал енді мысалы сол кезде оның анасы бар, әкесі бар олардың, туған балаласы бар мысалы. Оған қарап атқан жоқ ешкім. Ана жерден алып жерге салып жатыр да. Мен Гүлзира апайымызбен сол кезде сөйлесіп қалдым, сол кезде айтады да, 15 күн дейді, 15 жыл сияқты өтпей жатыр дейді. Мына талғат деп ананың жаны жылап тұр да. Кезінде тез-тез өтіп кететін немене 15 күн. Сонда біз біреу жығылса, біреу анау жаман болып қалса, соған білмеймін неге екенін осы или қазақта ғана или басқа ұлттарда бар ма, жаңағыдай сол жаманшылықты үйге әкелеміз де, жаманшылық таратамыз. Керісінше жаңағы ұрысты ма, жарайды сол жерге тыста да үйіңе жақсы көңіл күй алып бар. Жаңағы балаң травма болмасын десең. Әртүрлі кезеңдер болады, бірақ та еркек болғаннан кейін мен бір
ағамызды жетістікке жеткен ағамыз, ол бір машинасына отырып бар қалдым да. Ол кезде 200 деген машина біз 2001 мекен, 2002 мекен, мен студентпін ол кезде даже. Сол кезде ол кісінің жаңағы семейге дейін бірге бардым. Сол кезде ана кісі бай кісі, білем, сол кезде мынандай айтқан есімнен кетпейді. Мен қазір үйге баратым дейді. Я жұмыста әртүрлі проблемалар болды қазір. Я анау жұмыстар кейбір жолдарды жасайды екен, жүрмей жатыр дейді. Бірақ бауырым дейді, есіңде болсын. Мен қазір үйге кірген кезде балаларыма тәттілерін алып күліп барам дейді. Неге? Өйткені олар қайғырған әкені, қайғырған үнжұрғасы түскен, олар өйткені маған сеніп отыр ғой дейді. Мен соны көрмеу керек дейді. Мен сол кезде, мен ол кезде даже үйленген де жоқпын. Мысалы, содан барып ойладым да, осындай міне болуым керек. Көрдіңіз ба? Сондықтан жаманшылық нәрсені ұмытайық, жақсылық нәрсені таратайық. Жақсылық көп болсыншы, сол кезде біз жақсы нәрсе көре берсек, өмірімізде жақсы жаққа қарай өзгереді. Мен соны түсіндім де. Мына бір қазақтың бір мықты ақын жазушыларының бірінің айтқан сөзі бар. Қазір авторын ұмытып тұрмын. Жамандық дейді, жақсылардың кеудесінде өледі дейді. Қандай керемет сөз, Жақсы. Мысалы үшін біреуге қастық жасады, ол одан кек қайтарам деп тағы қастық жасады, сөйтіп жамандық. Мысалы үшін Палестина мен Израиль қаншама уақыт бойы соғысып жатыр, бірін-бірінің кегін ұмыта алмайды. Ал егер бір тарап өзін ұмыта салса, мысалы үшін, сонымен бітеді ғой. Анау нені жамандықты жұтып қоя салды, мысалы үшін, сыртқа шығармай, негатив басқа. Осы кезде маған бір керемет тәмсіл есіме түсіп тұр да, 2 монах жолда келе жатады. Содан кейін бір қыз судан өте алмай тұрады. Монахтарға қызды вообще жолауға болмайды да, көтеруге де болмайды мысалы. Содан кейін бір монах енді ана қызға өте алмай түсінбейді, өте алмай. Ана қызды көтеріп алады да, судан ағата өткізеді екінші жағына. Сол кезде ана монах екінші жағында кеткен, неге, ол неге істеді, бізге болмайды ғой деп ойланып келеді, анадан сұрайын. Біраз жер өткеннен еріксіз айтады, сен неге оны істедің десе, нені дейді, бағана қызды алып өттің ғой десе, мен оны сол жерде ұмытып кеткенмін дейді, мен жақсылығым сол жерде қалды, сен ол туралы неғып ойланып жатсың дейді. Сондықтан да осы ғой, мысалы, біз біреудің кемшілігін көруге, өзіміз анау жақсылық жасады ғой, мысалы, судан өткізіп жіберді, біреудің қарындасы, қызы, мысалы, жақсылық жасады, соны жаман жағынан көріп, бұл неге оны сөйтті, бұзып тастады, анау. Ол сол жерде ұмытқан болды. Ары қаратай кетіп бара жатыр да. Сондықтан осылай жаңағы жақсылардың кеудесінде өледі деген осы ғой, мысалы, көрдіңіз. Тамаша. Келесі сауалға көшсек, сіз бір сұхбаттарыңызда айтқан екенсіз. Жұлдыздар сияқты, әртістер секілді кәсіпкерлерде насихатталу керек деп. Бүгінде жеке бренд қаншалықты маңызды? Жеке бренд өте маңызды. Өйткені жұлдыздар сияқты кәсіпкерлер, жаңағы мәдениет саласында жүрген әртүрлі біздің спортшыларымыз сияқты кәсіпкерлер кейде олардан да 100 есе артық пайда келуі мүмкін. Қоғамға. Сол себепті де мен мысалы осы әлеуметтік желім арқылы осы Астанаға келдім. Байқаған болсаңыздар, историямда біз 2-ші филиал ашамыз. Маған жер керек еді дедім. Осы мен подписчиктерім тауып берді сол жерді. Біз сол жерді, міне тәке мынандай жер бар, келіп көріңіз, адресін жіберді. Міне болған жағдай, мен Инстаграм арқылы. Біз сол жерді барып көріп, ол жерді сатып алдық қазір. Жұмысты жеңілдетіп жатыр қаншама? Жұмысты қаншама жеңілдетіп жатыр. Сіздің тілектесіңіз, тілеулестеріңіз пайда болады. Мен әркім қонаққа шақырып жатқан адамдар қаншама. Астана көп келмейш, кеңші, чай ішіңіз, таңғы асқа әрбір қонақтық бизнес келісімдер, идеялар, талқылаулар. Біреуге пайдалы бол. Мысалы, мен осы жерге келгеннің өзінде де осы тәжірибемен бөлісейік, пайдалы болайық, жақсылықтың жаршысы болайық деп келіп отырмын да. Және де біз мына құсбегілердің Q-Photopar компаниямыз арқылы жаңағы генеральный спонсор болып отырмыз. Ол жерде автокөлік берейік деп. Өйткені біз ауылда той жасап, ол жақта ат ұстау оңай емес, мысалы. Оның жем-шөбі бар, оған да сабыр керек, мысалы. Кейбіреу өліп қалып жатады, мысалы. Сол бәйгеге былтыр ауылда той жасағанда 5 машина тіккен болатынбыз. Биыл қазір мысалы Алтынтай, шығыс Алтынтайын өткізіп, ол жерде 2 машина 20 миллиондай ақша шығарып, мысалы, призовой жаңағы немелерді бердік те, мысалы. Сондықтан да бұл жерде айтқым келгені пайдалы болу. Мысалы, қазір әлемдік
деңгейде бізге көз тігіп қарап отыр да. Негізі қазір бұл сұхбат енді жазылып отыр ғой. Біз ертең машина беріп тастағанша жаңағы содан кейін шығады да. Ал негізі бұл әлі секрет, мысалы құпия. Берік Уәли ағамыз сол құсбегілердің немнесі, президенті. Содан кейін маған бауырым звондап шықты да, Талғат бауырым, осылай құсбегілерге қандай да бір жаңағы компанияң арқылы қолдау бола ма дегеннен кейін, аға қандай сөзім бір сөзіңіз, өйткені президентіміз де айтқан кәсіпкерлер көмектесіңдер, ауылдарыңа көмектесіңдер, қазақ халқына көмектесіңдер, қолдаңдар. Бұл әлемдік додада қазағымыздың атын шығару үшін, өзіміздің құсбегілерімізді қолдау үшін, ол да қаншама еңбек мысалы. Сол себепті де бірден келістім, соған себепші болып отырмыз, Аллаға шүкір. Компаниямыз, айтып тұрмыз ғой, мысалы, егер шетелдің компаниясы болса, ол сондай нәрселер жасар ма еді, мысалы, бөліп берер ме еді солай. Сондықтан оның біздегі осы жасалып жатқан қайырымдылық іс-шаралардың барлығында біздің еден жуушыдан бастап сатушыларымыз, күзетшілеріміздің де үлесі бар да, осыдан қосылып жатқан. Сондықтан осындай жұмыстар жасалуда, және де сол үшін де әлеуметтік желіні жүргізу керек, кәсіпкерлер шынайы жүргізу керек, және де қанша биікке көтерілсе қарапайымдылықты сақтап қалуымыз керек. Өйткені байлықтың өзі сынақ. Адамға ол мен мына құлымды тексеріп көрейінші, беріп көрейінші ақшаны, не істер екен деп. Сондықтан да бұл әлеуметтік желіні жүргізудің жақсы жағы да бар, жаман жағы да бар да. Жақсы жағы, жаңа сенің жұмысыңды көріп арқылы командаға жақсы адамдар, клиенттер алуы мүмкін, бірақ енді хейтерлар компания өсе бастағанда қолдану мүмкін. Мысалы, бізде недавно ғана сондай хейт болды. Қытайдан біздің серіктестеріміз келіп жатыр. Сот арқылы жаңағы компаниядан жеңіліп қалған адамдар, бір-екі адам бірігіп алып, бір өзін пресса деп жариялап алған жаман ниетті бар. Көре алмайтын адамдарды жалдап алып, солар арқылы жаңа хейт таратып жатады да мысалы. Бірақ шынайы болғаннан кейін, Аллаға шүкір, ашық түрде жүргізіп жатқаннан кейін, оның өзін біздің жаңағы подписчиктер, командадағы адамдар оларға қарсы шығып, мысалы, жақсы жақтарымызды айтып, оған былай тұрып бере алдық та мысалы. Бәрекелді. Сондықтан мен айтатын едім, жүргізіңіздер. Осы арқылы сіздерге мүмкіндіктер келеді. Мына Қытайдан келген серіктестеріміздің өзі. Мысалы, бізге 100 Қытай келген шығар осы. Барлығының айтатына, все біз келеміз, сендер шақырамыз, машина келіп қоямыз дейтін. Содан кейін мен бір 10 шақтысымен жолықтым, одан кейін уже арғартай өйткені сөздерінде тұрмайды. Келеді, жаңағы, мына Қытайларымыз біздің серіктес болған, ол осы әлеуметтік желілерімізді қарады. Одан кейін барып біздің салондарымызды қарады. Содан кейін серіктес болуға шақырып, олар Қытайға бірден шақырды да, бірінші барғанда $2 миллион инвестиция қойды. Одан кейін міне өздері келіп, тағы $3 миллион, общий $5 миллион біздің Қазақстанның жаңағы экономикасына сондай $5 миллион инвестиция. Соның барлығы осы Инстаграм арқылы. Ашық түрде оларды үйге апарып, қонақ қылып, ашық түрде бәрін жасағанның арқасында. Сондықтан да қазір егер ана әлеуметтік желіні өтірік жүргізіп қажет емес. Көбі қайтеді, арендаға машина алып алады, жоқ ақшасын өтірік біреуден қарыз алып көрсетеді. Сіз бір аз адамдарды аз уақытқа ғана алдай аласыз. Ал енді ұзақ уақытқа бай болып көріну ол мүмкін емес. Ерте ме кеш пе артыңыз ашылады да. Сол себепті шынайы болыңыз. Шынайы болған кезде ғана сізге командаға жақсы адамдар тартылады жаныңызға. Жаңағы инвесторлар, серіктестер шынайылықты жақсы көреді қазір. Өйткені Инстаграмның мына өтірік әлемнен көп шаршады. Барлығы успешный успех жасанды, арендаға алып алу мүмкін үйлерді, керемет болып көріну мүмкін. Ал мен енді мұнан түсінгенім, адам керісінше ақша тауып, үлкен ақшалар тауып, жетістікке жеткен сайын, ол қарапайым болып, біреуге бір нәрсені доказывать етіп, ондай нәрсе қажет емес екенін түсіндім де. Айтып жатыр ма сөз, оған да мән бермейді екенбіз. Адам өйткені ол ішінде өзінің біліп тұр кім екенін.
не оның несі бар екенін, артында бала шағасына несі қалып жатқанын, компанияда қандай жетістікке жетіп жатқанын барлығын, болашақ жоспарларын бәрін біліп тұр да. Сондықтан анау біреуге бір нәрсені доказывать етіп қажет емес. Сіз өзіңізге ең бірінші доказывать етіңіз да. Адам кімді алдай алмайды? Өз-өзін алдай алмайды. Адам өз-өзін алдай алмайды. Біреуді мен сізді қазір бір 5 күнге, бір айға алдап кетуі мүмкін, керемет болып көрінеді. Бірақ ішімде біліп тұрмын ғой, мен ондай адам емес екенімді. Көрдіңіз бе? Сол кезде сен өзіңмен жалғыз қалған кезде сен өзіңмен өзің шынайы дұрыстап сөйлесе алатын болуың керек те. Талғат, сен біреудің ақшасын жедің ба? Қайтарып бер, мысалы. Ал енді осы кейбір сөздерді өз жаңағы пайдаларына қолданып, сен бүйткен едің, сен сөйткен едің. Мысалы, жаңағы журналистімізбен телефон арқылы сөйлестік, мен оған айтам, жаңағы пресс жасымақ адамға. Кел деймін де, жолығайық болды. Енді мен телефонды қойғалы жатсам, жоқ, анау деп инстаграмда тұр, жалғастырып кетті де сөзді. Потом оның ниетін түсіндім. Ол келіп жатқан клиенттердің проблемасын шешіп беру үшін емес, жаңағы или мені бір дұрыс шынайы түрде сол шындықтың түбіне жетуді қалап тұрған журналист емес. Оның ниеті қаралау, бопсалау болды. Сол арқылы өзіне подписчик жинау, сол арқылы өзінің аудиториясын көбейту, сол арқылы өзінше керемет біреуге күйеу, бірақ сен біреуге күйеу жоғар алдында, или там біреуге бір боқтылақтар алдында өзің қолың бұқ болады ғой. Қазір былай қарап көрсек, оның өзінің артында қанша мысалы бұқтар да бар екен. Сол себепте мен айтатыным, ең бірінші өзіңмен шынайы бол. Содан кейін ары қаратай өміріңді түзетті. Мына оқырмандарға керегі де сол шынайылық қой. Таза қалай бар, солай көру. Сосын енді мына жерде бір қызық менде ой туып тұр. Жалпы әлемде қарасаңыз, бүкіл әлемдік деңгейде бай адамдар танымал. Мысалы, Қытайдағы Джек Маны алайық, мысалы, Америкадағы Билл Гейтсті алайық, кімді алсақ та, жаңағы Илон Маск бүкіл әлемдік деңгейде ойланатын тұлға. Әлемнің бүкіл көмір қышқыл газдарын жойып, Тесла сияқты экологиялық зиянсыз көліктерді ойлап тауып бізге өмірге әкеліп жатыр. Ғарышқа, Марсқа көшірем деген сияқты SpaceX ғарыш компаниясы. Сондай деңгей. Енді қарап тұрсақ, әлемдік деңгейдегі танымал тұлғалар, өте танымал тұлғалар, тіпті әншілерден де бөлек кәсіпкерлер екен. Бірақ бізде елімізге шын мәнінде кәсіпкерлерді халық жөнді біле бермейді, тани бермейді. Таныса да бір көз ашық, көкірек ояу, бірен-саран азаматтар біледі, бірақ жаппай былай көбісі әнші, блогерлерді танып жатады. Біз шынында да қазір мына тенденцияны өзгергенін, соның орнына кәсіпкерлер бұл халықтың проблемасын шешетін тұлғалар. Сондықтан оларды керісінше көбірек насихатталып дәріптелуін, танымал болуын меніңше ақпарат құралдары арқылы журналистер қолдау керек деп ойлаймын. Өте дұрыс айтасыз. Сол үшін де мен 5000 ауыл, 5000 кәсіпкер деген Жақсылық Үшкемпіров атамыздың аузынан шыққан сөзді, осы әр ауылдан бір кәсіпкер шығып, өз ауылын қолдап көтеріп жіберсе қандай керемет болатын еді дегенде, мен розовый очки киіп алып, ауылыма той жасаған кезде ойладым, қазір мен бәрі қолдап кетеді. Мемлекет те қолдайды, жаңағы кәсіпкерлер де қолдайды, қарапайым халық та қолдайды. Барлығымыз осы өзгертеміз, кәсіпкерлерді насихаттаймыз деп ойлағам. Керісінше сол жобаны жасап жатқан кезде жаңағы жаманшылық сияқты ғой. Аяқтан шалушылар, көре алмаушылар, басқалар пайда болады екенде. Ал мен сіздің жаңағы ұстанымыңыз сол осы жобаны мен осында Берік Уәли ағамызға алып келген кезде, ол кезде ол кісі хабар агенттігінің төрағасы. Сол кезде айтты, өте керемет жоба екен, Талғат. Расында да кәсіпкерлеріміз насихатталу керек. Қазіргі мына біздің президентіміздің жолдауында да өзінде айтып жатыр. Кәсіпкерлерді қолдайық, көмектесейік, не керек сендерге? Өйткені түсіндік уже. Бәрі көбі түсініп келе жатыр. Мына Американың да экономикасын көтерген кімдер? Сол кезіндегі Форд, Генри Фордтар мысалы, Рокфеллерлер, барлық кәсіпкерлер көтерген. Көрдіңіз, сондықтан да олар насихатталу керек. Сол кезде біздің мына жас буын өкілдері, олар мен әнші болам, мен басқа болам деп өспейді, олар керісінше мен кәсіпкер болам деп өседі. Мен осы ауылға той жасағаннан кейін ауылға бара қалсам,
7-8-10 жастағы кішкентай балалар мысалы барлық алдымнан ат шығып, Талғат аға, мен сияқты кәсіпкер боламын, менің ауылыма жаңағы той жасап беремін, ата-анамды шетелге жіберемін деп осындай сөздер айтып жатады да. Бір ағамыз кепті, оның 3 жасар ғана баласы бар екен де. Олар TikTok, Instagram бәрін көріп отыр екен де. Бір күні өзінен өзі отырып, Талғат ағам аман болсын, әумин деп жатыр дейді де мысалы. Көрдіңіз бе? Осындай насихаттар жүргізуіміз керек те. Сол себепті өте дұрыс айтасыз, осындай бағдарламалар көбею керек. Содан кейін кәсіпкерлер, мысалы, бұл мына 5000 ауыл 5000 кәсіпкер жобасы, мен оны әлі тоқтатқан жоқпын. Бірақ түсіндім, мұны ақырын жасау керек екен. Өзім өзгеріп, өзім жаңағы кәсіпкерлер, соны көрген жаңағы бағана Жаңарқаның кәсіпкерлері ауылдарына көмектесіп, той жасап, жаңағы мен айтпаймын, той ғана жасаңдар деп. Бірақ мысалы Ақсуаттағы тойды қарап отырсақ, сол тойдың 10 жыл көлемінде жасалуының арқасында о жақтағы үйлер барлығы жасалған, қонақ үйлер бар, жаңағы жақсы қонақтарды күтіп алатын орындар бар, сол тойды өткізетін стадиондар пайда болған екен де. Сол себепті де біз ең бірінші, қазақ өзі тойды жақсы көреді ғой. Ең бірінші көңілді аударту керек болды той арқылы. Енді қазір міне ауылымызға мысалы мен жаңағы халыққа керекті баня, мысалы монша. Одан кейін барып магазиндер, анау ауданнан барып әкеліп жүрмейтіндей. Содан кейін барып жаңағы жатақхана, қонақ үй. Мысалы қонақ келген кезде мысалы сондай орындарды жасап беруді көздеп отырмыз да, мысалы. Ипподром жасап бердік. Ипподромның арқасында мысалы қазір біздің ауылдың жас балалары бос жүрмей тай алып бер маған, ат алып бер деп, сол аттарды жаратып, өздері апта сайын жарыс өткізіп, мысалы осындай жасалып отыр да дүниелер. Сондықтан біздің президентіміздің де қазір уже осы кәсіпкерлерге қарай бет бұрып, оларды қолдайық, оларды жаңағы әртүрлі көмектерімізді берейік деп ұстанып жатқан саясаты осы да. Мен ойлаймын, енді қазір өзгеретін кез келді. Өйткені біз 30 жылда көрдік қой, қандай кәсіпкерлер пайда болды, олар қалай ақша тапты, мысалы, өкімет арқылы дейміз ба, тендер арқылы дейміз ба, білмеймін, мысалы, приватизация арқылы дейміз ба, мысалы, иә. И олардың осы жылдар өте келе халыққа қандай пайдасын жасаған бар. И енді қандай кәсіпкерлердің буыны қалыптасу керек екенін көп адамдар түсініп жатыр деп ойлаймын. Өйткені біздің шоттағы ақшалардың көбейгеннен өзіңнен басқа өзіңе де пайдасы жоқ оның. Ешқандай пайдасы жоқ та. Ал енді сіз сол тапқан ақшаны жақсылыққа жұмсау арқылы ауылыңыздың деңгейін көтеріп, я халықтың деңгейін көтеруге атсалысу арқылы сіз ақшаны да табасыз. И өлместей артыңызға із қалдырып кетесіз де. Бәрекелді, керемет. Мына көлік саласындағы немесе жалпы кәсіптегі жиі жіберетін кәсіпкерлердің қателіктері қандай дейді? Көлік саласы негізі тұрақсыз. Өйткені мен өзім перекупщик болған кезден бастап, мысалы, 2000 жылдардан бастап, ол трамплин сияқты. Бір кезде көтеріледі жақсы, бір кезде әртүрлі саяси болмаса заңнамалық шешімдер. Шешімдерге байланысты, заңнамалық шешімдерге байланысты жаңа өзгеріп отырады да. Қазіргі таңда мысалы Қытайдың көліктері кіргеннен кейін, мысалы жүрілген көліктер саласында былайша айтқанда спад бар. Бірақ біз дұрыс қолданып кеткен жүйенің арқасында сатылымдарды сол деңгейде ұстап отырмыз да. Көрдіңіз бе? Сол себепті де мен айтқаным жаңа ғой, нарыққа бейімделе білуіміз керек те, уақытылы. Мысалы 2003-2005 жылдар Корейдің көліктері енді кіріп бастаған кезде бәрі айтқан болатын. Қазіргі Қытайдың көліктері сияқты айтқан. Қаңылтыр, не істейсің, запчасти жоқ, өтпейді деп. Қарасақ бәрі кей кезде Жапон көліктерінен де асып кетті де сатылым бойынша Корей көліктері. И сол сияқты Қытайда қазір ол нарықты алады. Менің осы серіктестерімнен ұққаным, осы араласа келе, осы қытайлық серіктестеріміз келді, енді о жақта дін жоқ мысалы, былай қарасақ, иә. Бірақ менің серіктесім 101 жастағы анасын үйінде бағып отыр. Балаларын бәрін оқытқан, мультимиллиардер
миллионер емес, мультимиллиардер, уже бірнеше миллиардқа шейін ақшасы жеткен адам, сол қарапайым маған чайымды құйып беріп, тамағымды істеп, мысалы, жаңағы столда отырған кезде жаңағы өзінің қол астындағы жұмысшыларымен қалай сөйлеседі, барлығымен бір уровеньде, мен баймын деп шалқып отырған жоқ. Енді бір қызық жағдайды айтайын, осында олар қонаққа келді, содан кейін мен роял төлептен президентский апартаментті оған енді ұят болады ғой деп алып қойдым да. Содан кейін оны кешке жақын апарып тастадық. Ертеңінде жаңа аудармашымыз арқылы айтып жатыр да, сен неге маған 3 бөлмелі ана үлкен немен алып қойғансың номерді дейді. Мен сенімен партнер болдым ғой, мен сені ақша үшін сынауға келген жоқпын дейді. Сен маған, мен бір-ақ төсекке жатамын ғой, 3 бөлмеге бірдей жата алмаймын. Сол себепті де маған стандарт бір бөлмемен алып бер, бір төсекпен. Мен сонда жата беремін дейді. Сен неге сонша ақшаға шашылып жатсың дейді. Отан қайдан өнімшілдікті, жаңағы бауырмашылықты, ойлауды, мысалы, өзінің партнерін, жаңа ғана партнер болады, соны ойлап отыр да. А бізде ондай саясат, неге олар Қытайды сол себепті дамып кетті, көрдіңіз бе? Ал енді бізде мысалы бір-бірімізді ақшаға сынауға, мен партнерім қандай екен, қандай номер алып береді, қандай ресторанға апарады, сонысына бәріне. Сен болды, шығындалма, шашылма дейді маған. Біз ары қаратай өзіміз жүрейік, өзіміз аламыз. До того, сен енді ондай адаммен серіктес болғың келеді. Ондай адам өзінің партнерлары бар, мысалы 30 жыл бірге партнер. 3 адам 30 жыл бірге партнер. Содан кейін мен олар өздерінің қауымдастығына кіргізді. Біздегі атамекен палатасы сияқты 3000-нан аса кәсіпкер. Соны мен ең бірінші қазақ болып кірдім сол жаққа. Маған сертификаттарын берді. Сол кезде айтып жатқан жаңағы сол 3000 адам қауымдастықтың жасап жатқан қайырымдылығы $100 миллион. 2023 жылға олар жасаған сол Цинцзянь өздерінің Үрімші жақтағы провинциясы бойынша $100 миллион жасаған. Ойлаңызшы. Қайырымдылықты өзі, олар ана өкіметті жамандау дегенді мүлде білмейді. Ол кісінің айтып отырған бойынша, неге сендер өздерінің президенттерін жамандайсыңдар дейді. Бізде мынау Мао Цзедун болды бірінші. Біз оған рахмет айтамыз осы өмірге жеткенімізге дейді. Одан қазіргі Си Цзиньпин ұстанып отырған саясат партия туралы жаман айтпа дейді. А бізде каждый блогер өзін жаңағындай қылып алып, мынау дұрыс. Ананың өзінің былай өмірінде қарап көрсең, бала шағасымен может отырған, жаңағы жағдайын жасай алмай отырып, біздің мына билікті сынайды. Әкімдеріміз сынайды. Мына депутаттарымызды, олар бөлек бір планетадан келген адамдар емес қой негізі. Осы Қазақстанның азаматтары, олар да Қазақстанның жақсы болғанын қалайды мысалы, Олардың да бала шағасы, ұрпақтары осы Қазақстанда. Енді біз неге соларды жамандаймыз? Керісінше көмектескеннің орнына аяқтан шаламыз келіп, неге Қытай дамып кетті, неге біздің осылай болып отырғанымыз? Міне, осыдан береке, бірлік жоқ. Ал президентімізге $100 миллион деген қандай ақша, қандай пандемия кезінде қалай көмектескен, олар бәрін сонымен бөлісіп көрсетті де. Неге біз осындай саясатты ұстанбаймыз? Енді біз алып бір әкімімізді жамандайық, ол жан таласып таңның анау атысынан 5-тен кетті, ұйықтаған жоқ, елдің қамы. Бірақ оны жамандап отырсаң, ертең кім жасақсы келеді? Мысалы, білмеймін, олар қанша зарплата алатын, мысалы, сондай зарплатаға барып жұмыс жасағысы келе ма ертең? Сондай жауапкершілікті алғысы келе ма? Мысалы, біздің өзіміздің ауылдың әкімі, мысалы, Айдын мырза, ол мені шақырған кезде, Талғат ауылға қарай көңіл берші, көмектесші. Сол әкімімізді алып, мысалы, кейбір ауылдың адамдары жерден алып жерге салатты, мысалы. Ал сол сияқты, мысалы, облыс әкімдері, сол сияқты өзіміздің президентіміздің саясаты, мысалы, өзіміздің халыққа жақсы болсыншы деп істегелі жатыр ғой. Депутаттар заңдарды қабылдаған кезде, халыққа жақсы болсыншы деп істегелі жатқанда, біз аламызда болмайтын блогерлер, басқалар бәрі шығатта, анау андай, мынау мындай, анам бұлай істеу керек, мынам бұлай істеу керек, бірақ өзінің үйдегі, может, 1-2 баласы барса, соны дұрыс тәрбиелей алмай отырды. Бірақ ана жақты тәрбиелегісі келеді. Біздің президентіміз қазір өте қиын кезде алды. Мына жауапкершілікті. Екінің бірі оңай мойнына алмайды, мысалы. Қалай соны түсінуіміз керек, мысалы. Ойлаңызшы. Соны қазір жақсы қылайыншы деп, онсыз да көз тігіп қарап отырған шетте жауларымыз көп. Солардың қатарына қосылып, біз Қазақтан іштен шыққан жау жаман дейді ғой Қазақта. Осының барлығы мен елдің ішінде жүре жүріп,
адамдармен араласып жүріп, біліп, түсініп, түйгенімде. Көрдіңіз ба? А бұны сіз қандай, өйткені біз ойлаймыз, мен айттым ғой, тойды жасамағанша, менде розовый очки болды, бәрі қолдайды деп ойладым. А потом ішке кіргеннен кейін түсінеді екенсің осының барлығын. Сондықтан да егер біз нақты осы тәуелсіздігімізді сақтап қалғымыз келсе, президентімізді ешқашан жамандамай, оны да Алла тағала қойды дейміз. Енді Алла тағаланың сондай жаңағы жасаған шешіміне неге қарсы шығамыз? Патшаны жаңағы Алла тағала береді дейміз мысалы. Сондықтан бағынып соған, керісінше өзіміз, мына мен айтып тұрмын ғой, мен көп балаланамыз, үй беріңдер, пособияны көбейтіңдер. Аллаға шүкір, 8 бала шағаны бағып отырмыз. Бірақ айтамын, пособияны алмай ақ қойшы аяғыма. Басқалар алсын, мысалы. Қарапайым ауылдан шыққан бала осы нәрселерді жасап атсақ, басқалар да жасай алады ғой. Сондықтан бұл енді бір сіздердің арналарыңызға шығып, іште жүргенде басқа жерлерді айтып көрмегім. Осында Қытай серіктестеріміз келгеннен кейін, олармен сөйлесіп, осыны түсініп, оларға барып келгеннен кейін ашылып жатқан сырым енді. Мен Қытаймен жақын қарым-қатынастағы ағаларым бар. Сол кісілерден естігенім, және олар мінезді сіңірген ғой, қарапайымдылық дейді. Ең қарапайымдылық, сол барынша кішіпейіл болып, мүмкіндігінше ізеттілік танытып. Бұл шын айтқан кезде бізде қалтамыз кішкене қомпия бастаса, ешкімді танымай кетеміз. Құдайды ұмытып кетеміз. Ешкімді танымай кетеміз. Бейтіп, қол астындағы адамдармен бейтіп сөйлеспей, қатты айтып деген сияқтыша сондай бола бастайды. Бұл кәдімгі деген алтынның бұл. Тукадағы сияқты, чемоданды қойып қойған сияқты ғой. Содан жаңағы шамамызға қарамай қымбат көлік, қымбат үй, содан кейін оны ұстай аласың ба, ұстай алмайсың ба, ол жағын ойламайсың да. Мен сол енді бір дарақылық, шында да бір. Ол үшін қаржылық сауаттылық керек бізге. Қаржылық сауаттылық, тәжірибеден өткен кезде. Баяки, кедейяки дегенде бар айтады ғой, Роберт Кийосаки. Біз кішкентай кезімізде, бала кезімізде ойыншықтарға қалай құмартсақ, кейін жаңағы өскен кезде де сол ойыншықтар, үлкен ойыншықтар, ол үйлер, жаңағы машиналар дейді, соған құмартамыз дейді. Оны асырау керек дейді, оны ұстап тұру керек, оны үйде үлкен дейді. Сондықтан осы жағын адамдар ескермейді дейді. Адам негізі енді әртүрлі болады да, ол мақсатына қарай. Мысалға, қазір менің мақсатым ақша емес. Идеяларды іске асыру, қазақ аудиториясының сапасын арттыру, және кәсіпкерлікке жастарды тарту, оларға инвестор болып, мысалы қатарымызды 100-ге толтыру мысалы, ол кезде бізге керісінше біз мемлекеттен қол жайып ешнәрсе сұрамаймыз. Өзіміздің тартып атқан мысалы инвесторларымыз бар, сөйлесіп атқан адамдарымыз арқылы ғана, мысалы $100 миллион, ойлашы, $100 миллион қаншама жұмыс орындарын, қаншама халықтың жағдайын көтеріп тастауға болады. Әрине. Сол осыны міне біз арттыруымыз керек. Кәсіпкерлікті арттыруымыз керек, насихаттауымыз керек оны. Содан кейін қаржылық сауаттылық, жаңағындай адамдар емес, мысалы артында еш нәрсе жоқ, бірақ осыны жаңағы кәсіп қылып алып, ақша тауып көз ретінде біреулерге сабақ сатып, мысалы оздық емес. Мен өзім жаңағы осы саланы көрдім, мен ойладым, Кюфо бизнес болғаннан кейін, школ жаңағы, одан кейін міне осы өзім саламда да осыны оқытайыншы, үйретейінші деп. Бірақ қарап отырсаң, уақыт кетеді, бірақ енді әлі түсініктер қалыптаспағаннан кейін хейт болады, анау ақшаны алып қойды, содан арқылы ақша тауып жатыр деген әңгімелер болады екен де. Оны да түсініп, содан кейін ойлайсың, вообще үйретпей қойыншы. Болды, осылай жаңа Инстаграмым арқылы, әлеуметтік желім арқылы пайдалы болып жүре берейін, тәжірибемен болды деп. Көрдіңіз бе? Бірақ та тәжірибе арқылы ғана үйренесің де оны. Мысалы, мен өзім осы наставниктерім бар, Сайдмұрат Давлатов, Ахметбек Нұрсила ұстазымыздан да мысалы ол кісінің бар кезінде екінің бірі алаяқ, анау деді. Бірақ сол сапалы қазақ қоғамын құра алды. Неге? Сол жерге барғанда қайырымдылық жасадық. Мен Сералин ондағы болдық. Жаңағы Тұяқ апамыздың Талғардағы жетімдер үйіне барып, ол жерге қайырымдылық жасадық. Сол жерде біз біріктік. Қазақ дегенді, ұлтқа қызмет ету дегенді сол жерден бойға сіңірдік. Осындай да орта бар екен ғой деп. Білімге ұмытылған, кәсіпке. Сол кездегі бизнес бастауда оқығандардың барлығы дерлік қазір мына кәсіп жасап жүрген адамдарда. Яғни ондай мектептер керек бізге. Оны қазақ тілді, оны білім жаңағы ошақтарын сондай ашып,
Өйткені айтып Көбейту отырмыз ғой, керек. көбейту керек. Кәсіп, өйткені айтып отырмыз, кәсіпкерлерден көп пайда келеді. Оны президентіміз де түсінді, сол үшін кәсіпкерлерді қолдап отыр. Иә. Бұрын осы Назарбаевтың билігі тұсында рейдерлік көп болғанын білеміз. Ол көбіне сыбырлап айтылатын, ашық айтылмайтын, қазір ақпарат құралдары арқылы ресми хабарланып жатыр. Ойбай, кезінде заводты тартып алған екен, ресторан тартып алған, ананы тартып алған, мынаны тартып алған. Соның салдары болса керек, мына сол жылдары кәсіпкерлер өзін көрсетуге қорқатын, қайырымдылық іс жасауға қорқатын, еңсесін бүйтіп көтеріп жүре алмайтын, шын айту керек. Өзін көрсетіп қойса, бірде назарға ілігіп қалады да, сосын барып оның қандай да бір компаниясын тартып алады. Тіпті тері зауыты болған екен, тері зауытының өзін тартып алған, ақыр аяғында іске асыра алмаған тартып алған адамдар. Салдарынан біз сыртқа тәуелді болып қалдық. Қазір мысалы қаншама етіктер шығып жатыр, тағы басқа, қолынан іс келетін адамдар сөйтіп жапа шекті ғой. Біздің қайырымдылық істің дамуына өздері не қайырымдылық жасамайды дұрыс, кері кетірді. Ал енді мына жаңа Қазақстан деп айтамыз, енді Тоқаев дейміз, президенттің үлкен жетістігі кәсіпкерлерге қазір жол ашып жатыр. Ондай қысым, енді өзіңіз куәсіз ғой, енді бел ортасында жүрсіз, емін еркін өзіңізді насихаттап көрсетіп жүрсіз. Біз кәсіпкерлерден журналист ретінде сұхбат алайық десек, өзін көрсетуге қорқатын. Ойбай, менің ертең келеді да Болат Назарбаев тартып алады. Мен бар жиған тергенімді, еңбегімді біреудің қолды болып кеткенін қаламаймын, сондықтан менен сұхбат алмай ақ қойшы, соған риза боламын деп жаңағы сөйтетін. Енді міне заман өзгеріп жатқан, оң жаққа қарай өзгеріп жатқан бір куәсі сияқты, қалай ойлайсыз? Өте жақсы сен жаңа жауап бердің. Мысалға, менде компанияның долясын сатасың ба деп бір-екі ұсыныс түскен болатын. Осы Кифотопар компанияның долясын сат деп. Содан кейін барып жаңағы хейттер кетті. Пресса келді, мен ойлаймын, мен де ол, может, сонымен аралас, может, аралас емес. Өйткені қытайларымыз келді, қытайлардың өздері айтты, там жаңағы партнерство алсақ, сенімен серіктес болсақ, долясы қанша болады деген сияқты. Ресейден ұсыныстар түсті. Осы сала бойынша давай біз саған. Өйткені қазір Ресейде өздеріңіз біліп жатсыздар, жаңағы соғыс болып отыр, мысалы. Ол жақтағы бизнестердің көбі тоқтап, ақшалар бар, бірақ адамдар келіп салғысы келеді. Сол сияқты Қытайда ақшаның немнесі өте төмен, пайыз мысалы. Олар мысалы шет жаққа шығарып, тоже ақша тапқысы келеді. Сол себепті де жүріп тұрған компанияларға жаңағы ұсыныстар түседі. Бірақ жаңа мына айттыңыз ғой, бізге пресса келді, осындай бір аяқтан шалушылықтарды көрдік. Компания өскен сайын. Мен енді Аллаға шүкір деймін, компаниям жақсы кезде міне қазір дамып келе жатыр да, мысалы. Ешқандай бір шектеулер, ешқандай бір тартып алу туралы болмаса бір қоқан-лоққылар көрген жоқпын. Аллаға шүкір. Өйткені осы кезге, жаңа Қазақстанға аяқ басқаннан кезде компания дамып жатыр да. Хотя бастауын сол бірнеше жыл бұрын алсақ та. Өте жаңа сен өзің жауап беріп кеттің, мен әр адамға айтатыным, әр менің тартып алушы болсын, болмаса басқа, бұл бизнестен, яғни бастаушысы, құрушысы кеткен кезде, ол бизнес арқата жүрмейді. Сол себепті де мен айтам, менен қазір бизнесім тартып алсаңыздар да, проблем жоқ, мен 2-3 жыл, 5 жыл может, қайтадан сол бизнесті құра аламын да. Өйткені мен басым өзімде, тәжірибе өзімде алады. Сол себепті де керісінше қазіргі таңда өте үлкен қолдаулар біздің мемлекеттік салалардан болып жатыр. Жаңағы айтқан басында, сөздің басында айтып кеткенім сол ғой. Қазіргі таңда біз уже тарих арқылы, уақыт арқылы көрсетіп жатыр көп кәсіпкерлердің қалай жолмен байығанын. Приватизация бар, мемлекеттік субсидиялар алды, жаңағы әртүрлі дотациялар болуы мүмкін, басқа қолдаулар, олигарх көкесі, депутат ағасы, басқа деген сияқтылар болды. Соның салдарынан байыған адамдар, өмір бумеранг деп бағана айтқанымдай, соның салдарын қазір көріп жатыр да. Көрдіңіз ба? Сол себепті де Алла Тағала ол шеберде. Барлығын, егер сол кезде сен бай болып жүрсең,
біраз уақыттан кейін дұрыс емес жолмен келгеннен кейін сен ол байлығыңнан айырылуың мүмкін. Өйткені сен оны еңбек, маңдай аққа еңбектеріңмен тапқан жоқсың. Көрдіңіз бе? Сол себепті де біздің қазір Кюфотопар компаниямыз ешқандай дотация, ешқандай субсидия, ешқандай жаңағы мемлекеттен төмен пайызды кредиттер, онда еш нәрсе жоқ бізде. Барлығы қарапайым халық инвестор болып, серіктестер инвестор болғанның арқасында, және де күн түн демей қаншама мына пандемияны өттік кезін, қаңтар оқиғасын өттік, соның барлығын өтіп қазіргі деңгейге жетіп отырмыз. Яғни қаншама ұйқысыз түндер, маңдай ақы, адал теріміз команданың жұмысы арқылы. Оны Алла тағала қаламаса сізден ешкім тартып ала алмайды. Ешкім тартып алмайды. Сол себепті де ашық түрде жүргізетініміз сол, және де біздің компанияның осы кезге келгені мен Аллаға шүкір деймін. Көрдіңіз бе? Керісінше қазір даму кездері болады, және де біз осы сала ғана емес, жаңағы осы қытайларымызға, басқа да қытайларға келіп отқан ұсыныс тастап, ешқандай бізге субсидия, дотация, мемлекеттен көмек алмай-ақ, олардың ақшасымен заводтар салу, өндіріс орындарын салу, сондай мақсат көздеп отырмыз. Оларға айтамыз, сіздерге давайте мына жер табайық, оның коммуникациясын тартайық, жаңағы сол жердегі әкімдермен, болмаса облыс әкімімен сөйлесіп, олардың өздері де мысалы оған қарсы болмайды. Налогтан мысалы льготалар алып, сіздер келіңіздер, салыңыздар. Өйткені айтып отыр ғой мемлекетіміздің басшысы, жаңағы инвесторлар тартайық, солардың ақшасымен жұмыс істейік деп. Сондай нәрселерді әкеп өндіріс орындарын ашатын болсақ, және де оны халықтың игілігі үшін, өтірік ол жерден бір шляпа алып қалу үшін, өзіңе бір откат алып қалу үшін емес, расында да осы қарапайым қазақтың, халықтың жұмыс орындарын ашып деңгейін көтеретіндей игі істерге жұмсалатын болса, онда біздің Қазақстанымыз Дубайдан да асып кететін едік. Дубайдан да асып кетіп, мысалы қазір білеміз, әртүрлі елдерді, жерлерді су басып атқан. Жердің өзі, мысалы мына бізде қаншама жер бар көлемі. Сол жерге зар болып отырған адамдар бар. Көрдіңіз бе? Сондықтан да егер біз дұрыс экономиканы қолданып, кәсіпкерлерді қолдап, олар үлкен ақша тауып, бізге иммигранттар келсін, Дубайдағыдай қазақтар демалсын керісінше. Біз демалып отырайық та бізге басқалар жұмыс жасасын. Әрбір қазақ мықты-мықты кәсіпті басқарып отырсын. Жаңағы мықты-мықты көліктерге мініп, керемет сарай-сарай үйлерде тұрсын. Ертең біздің ана бала-шағамыздың шоттарында миллион долларлаған ақша тұрсын. Сол кезде біз ата-бабамыздың осындай ақ найзаның күшімен, білектің күшімен тыста кеткен үміттерін ақтағанымызды. Бәрекелді. Мына бір сауал қалып кеткен екен. Не себепті көлік саласын таңдадыңыз? Бала кезіңізде қызығушылығыңыз болды ма көлікке деген? Бала кезден бастап әкем газ-53 дейді, о кезде 3-4 оқитын екенбіз, сол кезде алдына отырғызып алып, о кезде автомат деген мүлде жоқ. Механика, оның өзінде сцеплениені 2 рет басуың керексің, потом барып скоростьқа салынады, рөлде гур деген жоқ вообще. Ана бойымыз жетпей былай отырасың мысалы. Содан бастап үйретті, осы көлік саласын жақсы көрдім. Одан кейін айтып тұрмын ғой, жаңа бәсекелестік, қазақ компаниялары жоқ болды бұл сала бойынша. Міне Майкардың өзі бізден кейін шықты. Содан кейін осы сала бойынша бәсекелестік тудырайын, көлікті өзім жақсы көрем, көлік айдағанды жақсы көрем. Енді кезінде ер қанат ат болды ғой, тұлпарлар болса, қазіргі кезде енді көліктерде машиналар. Мен байқадым, сіз өзіңіз айдап жүреді екенсіз. Бәрі ұзақ сапарларды өзіңіз айдайсыз. Үнемі өзім айдап жүрем. Көмекшілеріңіз қасыңызда тұрады. Көмекшілерім қасымда тұрады, кей кезде айдап көмектеседі, бірақ та мен негізі сол көлікті айдап отырған кезде маған осы ойлардың бәрі сол кезде келеді. Қазақстанымыздың болашағы туралы, компанияны ары қаратай өсіру, жұмыс орындарын ашу, бір Қазақстанның бетке ұстар компаниясы болу, мысалы. Көлік айдағаннан, былайша айтқанда, рухтанып, шабыттанып, мотивацияланып, жаңа бір идеялар туып, солай алдыға қарыштап дамайсыз, иә? Содан кейін тағы бір нәрсе бар ғой, сапарда келеткен адамның дұғасы қабыл болады дейді. Мен өзім тілегім мен тілек беретім сол кезде. Компанияма жақсы адамдар келсе,
Қазақстанымыз өркендесе, соғыс оты болмаса, мысалы, әртүрлі жан-жақты ойлап, осы айтылып отырған нәрселердің барлығы сол рөлде келатқан кездегі ойлар ғой. Мына кәсіпке алғаш қадам басқан кезде Талғат Саханың қорқынышы болды ма, қиындықтар қыспақ қалған сәтте ең алғаш ойыңызға не келетін? Сосын осыған жалғасымен тағы бір сауал, тәуекелшілік туралы. Кәсіпкер адам тәуекелге бел буа білу керек, қорқыныштарын жеңе білу керек деген сияқты ше. Өйткені шын айтқан кезде мен байқаймын, кім кәсіпкер болады, сол адамдар тәуекелшіл адамдар. Тәуекелге бел буады, қорықпай жауапкершілік алады. Біреуден үлкен көлемде қарыз алса да, ол жауапкершілік қой енді. Немесе үлкен ұжымды басқаруға міндет алса, мысалы үшін, оның жалақысын төлеп беру тәуекелшілдік. Қандай да бір серіктеспен келісім шартқа қол қойдың. Оны орындай аласың ба, орындай алмайсың ба дегенде, сенде ішкі ойында бір қорқыныш болуы заңды нәрсе еді, шын айтқан кезде. Бірақ сен тәуекелге бара алсаң, келісімге қадам жасайсың, қандай да бір әрекет жасайсың. Енді осы екі сауал ғой, бір-бірімен астасып тұрған. Қорқыныш және тәуекел. Қорқыныштарыңызды қалай жеңесіз? Ең алғаш осындай қорқыныш болды ма? Бастап атқан кездеріңізде? Негізі кәсіпті жасап жатқан адамдардың барлығы сол өзің айтып отырған жаңағы Илон Масктың өзі. Адамның ойына келмейтін мен айға аспанды ұшырам деді, адамда. Ойлаңызшы. Екінің бірі сенбейді, тәуекелге барып тұр ғой. Содан кейін қорқынышын алып тастап тұр ғой. Сен ойлашы, біреудің қазір өмірі, оны ұшырып бара жатқан кезде жаңағы ракетаң жарылып кетсе, оған сен жауапкершілік алуың керексің. Сол қорқыныштарды жеңе отыра, жауапкершілікті мойнына ала отыра, 3 рет ода жаңағы ұшпады, 4-шісінде ғана бітті, міне последний ақшам, осыдан кейін ақша жоқ деген кезде 4-ші ракета ұшты. Қонды жерге сосын. Иә, қайтадан қондыртты. Сонда ойлаңызшы, енді тәуекелге барып, ол сондай қадамдар жасамағанда, өйткені біріншісінде ол бір қателікті түсінді. Мен мынаның, білмеймін, бір проводтарын дұрыс жалғамасам, значит, мына жерде бұлай ұшпайды екен ғой. Екіншісінде ол қателікті жаңағы дұрыстады. Үшіншісінде, 4-шісінде уже ұшты. Көрдіңіз ба? Сол сияқты жаңағы Apple-ды айтайық, өзіңіз айтып отырған. Ona iPhone-ды шығарам деген кезде, кнопочный телефон бәрі ұстайтын. Ананы кім ұстайды деді ғой. Көрдіңіз ба? Ол да бірақ сол қорқынышты жеңіп, мен шығарам деп, негізі сол қорқынышқа жаңағы жауапкершілікті ала алатын, қорықпайтын адамдар, тәуекелге бара алатын адамдар, ол яғни Алла тағалаға сенген адамдар да. Енді біз ойлайықшы, мысалы, мына Apple-ды шығару туралы ой қайдан келді? Бұл жалпы ой бізге қайдан келеді? Қайдан келеді? Алла тағаладан келеді ғой. Салды ойға бізге, жатырмыз түн ішінде, мысалы, там бір ой келді. Мен осы Q-Photopar компаниямды ашқан кезде мен айтқам сразу. Бізде 18 филиал, там Қазақстан бойынша, 18 деп нақты сан айтқан жоқпын. Қазақстан бойынша әрбір қалада филиалымыз болады дедім. Өзбекстанға барамыз дедім, Қырғызстанды ашамыз дедім. Ашылды ғой. Ол кезде мен қарызбын, минус 83 миллион теңге қарыз. 1,5 миллион теңге инвестициямен бастап тұрмыз. Командадағы адамдар сенбеген. Сондықтан да бұл жерде шығатын тұжырым, ең бірінші Алла тағала саған ойды аманат ретінде берді. Ол ой саған келіп тұр. Яғни армандап оны аралтай іске асыруға харекет жасау керек. Ешкім саған сенбейді, болмайды, там жаңағы айтқан сияқты, әке-шешем де айтты маған 500 мың теңгеге, 300 мың теңгеге зарплатаға кіріп ал. Не істейсің? Біреуге зарплата беріп, өзің пайда тауышсың ба, тауып жүрген жоқсың ба деген сияқты әңгімелер. Кәсіпкерлердің бәрі бастапқыда елге жұмыс істейді ғой. Ақша таппайды, жалақы беріп отырады. Қиналып жүреді өзі. Ал енді қазір мысалы менің табысым бірнеше мың, 500 мың теңгелерде мысалы. Сондықтан да ол неме деген сөз? Ол Алла тағалаға сеніп, тәуекелге бара алу. Жауапкершілікті мойынға ала алу. Көрдіңіз ба? Сондықтан да тәуекелге барыңыздар. Өмір қысқа ғой. Біз өмірде нені өзгерте алмаймыз? Біз өліп қалсақ болды, өзгерте алмаймыз. Оғанға дейін өлмегенше барлығын өзгертуге болады. Қателік қойдың ба, біреуді ренжітіп қойдың ба, барда кешірім сұра ертеңде. Білмеймін, жаңағы
семіріп кеттің ба, спортпен айналыс, тоже қаржы жігертіңе байланысты, мысалы, жаңағы дене бітімің дұрыста. Өте көп, мысалы, я кәсіптен құладың ба, қайта тұр да, ары қаратай жаса. Өйткені сен уже болмайтын деген қателіктерді түсіндің. Мынау былай жасасам болмайды екен ғой. Мынау былай жасасам болмайды екен ғой. И келесі жолы сен ол қателікті қайталамайсың. Содан кейін ең бастысы намыс керекті. Намыс, жаңағы ер жігітті намыс өлтіреді дейді. Мен осы жолы бір ауылда сол алтынтайды жасаған кезде атбегілер, Алла разы болсын, оларға бір ат сыйлады. Содан кейін енді ана атқа маған келді да айтты, асау ат екен, далада жүріп қалған, Талғат байқаш деді. Уже мен қорқытып қойды да. Содан енді маған тем более анау бір тыртысқан шалбарлар киіп алған, маған атқа отыра беретін кезде жаңағы аттан құлаймын ғой. Маңдаймен құлаймын. Аллаға шүкір, ата-анамның дұғасы маған айту, еш нәрсе болған жоқ. Потом екінші рет көп айтады, мінбей ақ қой, болды, қойшы, өлесің дейді. Сол кезде мен тұрамын, айтамын, менің ана жерде әкем тұр, менің бауырым тұр, менің ұлым тұр сол жерде. Енді ана жерде намыстан сен өлесің ғой, мысалы. Қорқып отырмай қалды деген. Мен айтамын, лучше мен құлайын да өлейін сол жерден, бірақ отырам. Екінші ретінде отырдым, Аллаға шүкір. И жаңағы ниет тұр, и соның өзі мысалы жаңағы сену, қорықпау, өзіңе деген сенімділік туды. Біріншісінде қорқып тұрдым, ат білді оны, лақтырып жіберді. Ал екіншісінде сеніммен тұрғаннан кейін намысқа тырысып жаңағындай жағдай болды. Сондықтан ешқашанда ер жігіт, тем более лучше намыстан өлейік. Чем ана жерде қорқып. Кәсіп ішінде намыс керек дейсіз ғой. Иә. Тамаша. Керемет. Бұл идеяны мен бірінші рет естіп тұрмын. Намыс керек деген нәрсе. Қаншама мотивациялық осы кәсіпкерлік, менеджерлік тағы түрлі кітаптар оқығам, бірақ жаңағы ұқыптылық керек, анау керек, мынау керек, тәуекел керек деп бәрін айтады, бірақ ешкім намыс керек деп айтпайды екен. Сізден бірінші рет естіп тұрмын. Ерді намыс, мына мысалы кімнің қазіргі біздің олимпийский чемпион Елдос Сметовтың өзі намысқа тырысып үш рет барып, ол біріншісінде қоя сауна болатын еді ғой, қойшы, ладно, маған күмісте жетеді. Екіншісінде бірақ қол алып қалды, мысалы. Потом ол тоқтаған жоқ қой, намысқа тырысты, айтады, мен кейде қойшы тасташ деген кездері болды дейді, бірақ намысқа тырысты үшіншісінде, міне алтын. Адал еңбекті, маңдай тер аққан кезде, оны сенен ешкім тартып алмайды. Өмірде өзім тәжірибеден сонысын. И намысшыл адамдар, жоқ, мен осыншама жасадым ғой, енді неге тағы да бір жасамасқа деп, сондай адамдардан нәтиже болады. Мына және бір сауал қызықты. Көбіне адамдар теориямен шектеледі. Мысалы, мен осы Адырна деген шағын ұжымымды құрғанға дейін ақпарат құралы ретінде түрлі кәсіпкерлік туралы кітаптар оқыдым, бизнеске байланысты. Бірақ соның біреуі де менің миыма қонбайтын. Ағылшын тілін мен шетелге шыққанға дейін қанша оқыдым, бірақ мен ағылшын тілін игере алған жоқ. Бірақ мен шетелге шыққаннан кейін ағылшын тілі менде тез жүріп кетті. Шетелге шығып сапарлап бастаған кезде. Тура сол сияқты мен өзім кәсібімді жүргізіп жатқан кезде, кәсіпкерлік туралы кітап оқыған кезде мен өз қателіктеріме анализ жасай бастадым. Мен мына жерде дұрыс жасап жүр екенмін, мына жерде кемшілігім осы екен деп. Сол сияқты бірінші теориялық көп адамдар теориямен шектеліп қалады. Тіл үйреніп жүре береді Қазақстанның ішінде, сөйтіп өмір бойы шетелге шыға алмайды. Немесе жаңағы кәсіпкерлік туралы бәленбай кітаптар оқиды, бірақ оны қабылдай алмайды, сезіне алмайды, себебі өзі бастауға батылы жетпейді. Осындай бір тәжірибелер, мысалдар келтіре аласыз ба осыған байланысты? Мен айтайыншы, мен көп адамнан ақылды болмауым мүмкін. Көп адамнан білімді болмауым мүмкін. Кейбір адамдар, мынау ауылдан шығып, мысалы, орысшаның өзі мен дұрыс білмедім. Бірақ осы тәжірибе ғой мен қазіргі деңгейге жеткізген. Сіз үйде отырып, ютубтан, жаңағы, білмеймін енді, денеңізді, мысалы, керемет спортивный қылу үшін, ютубтан құр қарап отырып, денеңізді качать ете аласыз ба? Жасай алмайсыз. Жасай алмайсыз ғой. Вот сол сияқты нәрсе, мысалы, бала, бізде өзіміз бала болдық, бір тұрып, құладық, қойшы, мынау жүрген деген болмайды екен, потом үйреніп алам деп отыра берсең, болды ғой, жүре алмай қаласың ғой ертең. Сол сияқты мен үнемі айтатыным осы, тәжірибе өте маңызды. Теориялық білім керек, теориялық білімді алғаннан кейін
сіз түсіндіңіз, жаңа айтып отырсыз, команда туралы мынандай қателіктерім бар екен ғой. Мотивациясын құрғанда мынандай қателіктерім бар екен ғой. Ана серіктестермен қарым-қатынас құрғанда ең бірінші договор жасау керек мысалы. Оның барлығын теория жүзінде оқыдыңыз, істеп көргенде ол мүлде басқалай болуы мүмкін де. Көрдіңіз ба? Сол кезде сізге салыстырмалы түрде фундаментіне теориялық білім бар, істеп көрген кезде, мынау былай болады екен ғой деп түсінесіз де. Сол себепті де теория жаңағы тәжірибе маңызды. Мен үнемі тәжірибе жасап, может осы жетіп отырған жетістігім айттым ғой, көп ақылды адамдардан менің білім деңгейім төмен шығар. Бірақ та осы тәжірибенің арқасында бірден жасап кетіп, харекет жасағанның арқасында қазіргі жетістікке жетіп отырмыз да. Анау айтады ғой, Гарвардта оқығандардың барлығы менде жұмыс істеп отыр дейді ғой мысалы. Мен кезінде ішке оқығам деп. Көптеген немелерді қарасақ, сондай да. Олар жаңағы өзіңіз айтқан сұхбаттың барысында жауапкершілікті ала алу, айтқан сөзінде тұра алу, тәуекелге бара алу мысалы, жаңа бірден бір нәрселер істеп кету, ол сіз білген сайын қорқыныш пайда болады да. Мынаны істеймін ба, істемеймін. Жаңа мысалы аттан айтып тұрмын ғой. Маған келіп айтып қойды. Мынау асау ат екен, байқаш деді. Уже сенде қорқыныш бар да. Екіншісін сен көрдің, құладың, ештеңе болған жоқ. Міндің, ары-қаратай кеттің де. Көрдіңіз ба? Сол сияқты сіз білген сайын егер оны лучше білмеу керек те. Содан барып жасайсың, тәжірибе арқылы аласың. Мынау былай болады екен ғой. Қиыншылығын түсінбей. Мынаны айтайықшы. Қиыншылығымен қорқытпайды ғой бізді. Ойбай, ол сала деген қиын сала. Өте дұрыс айтасыз. Мысалға айтайық. Кезінде қазақ елінде, қазақ жерінде Гарвард болды ма? Жоқ. Молдалардан оқыдық мысалы, Бірақ та қалай абай шықты мысалы. Олар шет жарыққа барып оқып келді. Бірақ та көбінесе біздің ғұламаларда жаңағы білім оқулар орындары болған жоқ қой. Бірақ айту адамдармен сөйлесіп, тәжірибе арқылы, істеп көрген адамдарға қарау арқылы солардың бәрін түсінді де. Сондықтан да тәжірибе маңызды. Теориялық білім керек жоқ деп айтпаймын. Мен теория арқылы оқитынмын. Мысалы, жаңағы серіктестерім туралы, филиал ашқан кезде оны қалай управлять ету керек, финанстың өскен сайын мысалы, ол қаржылық сауаттылықты арттырып, оны қалай басқару керек мысалы. Ең басында бастаған кезде менде бухгалтер ғана болды. Одан кейін финансовый директор пайда болды. Мен ойлайтын, ол неге керек деп мысалы. Оказывается, уже бухгалтер ол сенің фиксировать етеді, болды расходтарыңды, планировать етпейді. А финансовый директор оның сен план жасайды. Әр ай сайын расходтарың бәрін план жасайды. Сол сияқты ғой. Бәрекелді. Негізі сізге қойылатын сауал өте көп. Шын айтып жатқанда уақыт жетпей жатыр. Ойымда түрлі сұрақтар келіп жатыр енді. Бірден кейін бірі келіп жатыр, өйткені әңгімеңіз өте қызықты екен. Шын мәнінде жауапкершілік ала білу, тәуекел, тағы басқа көптеген намыс деген сияқты тіпті бұрын естімеген ойлар. Алда тағы да өзіңізбен жүздесеміз деп үміттенеміз. Тағы да арнаға сұхбат бересіз деп ойлаймын. Егер де көпшілік қалап, астына комментарияларын, сұрақтарын жазып, екінші бөлім болсын десе, міндетті түрде келіп оғанға дейін тағы білмеймін, японецтермен серіктес болып, басқалармен серіктес, тағы бір тәжірибе жиналып келетін шығар, көреміз. Бір ғана сауал ұмытып бара жатыр екенмін. Мына міндетті түрде қойылу керек сауалда, бұл Қытай серіктестеріңізбен келісімге келдіңіз. Қытайдың қандай көліктерін елге кіргізгелі жатырсыздар, немесе кіргіздіңіздер, қандай маркалы. Сонымен бірге сапалық деңгейі көңіл көншіте ме? Өйткені шын айту керек, қазіргі таңда сапасына сын айтып, немесе сенімсіздік танытып жатқандар көп қой. Өте жақсы сұрақ. Біз қазір осы Қазақстанға танымал брендтерді кіргізіп отырмыз. Яғни олардың сервистары бар, қызмет көрсету орталықтары бар. Яғни олар Hyundai, Chevrolet, Toyota маркалары мысалы, осындай маркаларды Қытайда шығарып отыр. Сол маркаларды кіргізіп, оларға гарантия беріп, солай сатып жатырмыз. Ал енді танымайтын, Қазақстанда әлі өзін көрсетпеген маркаларды әкеп жатқан жоқпыз. Біздің әкеп жатқан көліктердің бағасы басқа дилерлердің бағасынан әлдеқайда төмен. Әлдеқайда төмен. Сондықтан да қазақ жаңа көлік мінсін. Оның және сервисі болсын. Қазір болашақта Алла қаласа біз сервистарын да, запчастарын да әкелу жоспарлап отырмыз.
істеймін десе қазаққа, кәсіпкерлерге жұмыс жетеді. Сол үшін біз тоқтап қалмауымыз керек айтып отырмын. Сервисін алайық, запчасын әкелейік. Және де қазақ сол кезде жаңа көлікке мінеді. Өйткені біздің Қазақстанның нарығы ескі көліктерге толып бітті. Сол себепті де қазіргі келіп жатқан Қытайдың жаңа көліктері, айтып тұрмын, кезіндегі Корей көліктері сияқты нарықты жаулайды олар. Өйткені жанымызда көрші тұр. Ал енді оны біз істемесек қазақ, өзіміздің қаракөз қазақтар істемесек, оны басқа елдерден келіп, олар кіргізіп, сатып, ақшаларын өздеріне әкететін болады. Көрдіңіз ба? Сондықтан да өзіміздің қазағымыз істесін, өзіміздің қазағымыз тапсын. Бірақ шынайы бәсекелестікте. Қазақта қандай бар? Келет, командаңа кірет, көрет, түсінет, бай екен ғой, командадағы адамдарыңды алып кетет. Одан кейін жаңағы инвесторларыңа жаман сөз айтып, болмаса инвесторларыңды қоса алып кетет. Мысалы, сондайларда шығып жатады. Оның барлығын мен өз тәжірибемде көрдім. Сондықтан шынайы бәсекелестік болсын, шын мықтылар жеңсін, ұтсын. Олар содан кейін шын мықтылар, олар Қазақстанның болашағы үшін жұмыс жасасын. Сол кезде біздің Қазақстанымыз көркейетін болады. Талғат аға, сіңізге сәттілік тілейміз. Өзіңізге намысты, елдің қамын ойлайтын азаматтар көп болсын. Тамшыдай болсын. Қарлығаштың қанатымен су сепкендей жасап жатқан қайырымдылық істеріңіз кеңейе берсін, үлкен-үлкен көлдерге айналсын, өзендерге айналсын. Одан кейін мұхиттық деңгейге көтерілсін. Әмин. Сіздің дамығаныңыз қазақ елге де еліне де үлкен пайда екенін көзіміз жетіп көріп жатыр. Әрдайым жолыңыз ашық болсын, ойлаған мақсаттарыңызға еш қиындықсыз жете бергейсіз. Қазақ үшін осындай істер жасап жатқандарыңызға Алла разы болсын. Рахметімізді айтамыз. Жаңа айтып отырсыз ғой, мен әке-шешеммен бірге қажылыққа барған кезде сол кісілер арқылы бардым деп ойлаймын, сол кісілердің жаңағы шапағаты арқылы. Сол кезде жаңағы қасиетті мекенде тұрып, Алла, маған қазақ еліме миллиардтаған долларға қайырымдылық жасауға себепші болшы. Мен сол үшін жаңағы жұмыс жасайыншы деп. Сол кезде өзіме тілеген жоқпын. Алла қаласа. Енді соның кішкентай қадамдарды жасалуда болашақта Алла қабыл ететін болса, сол миллиардтаған жаңағы қайырымдылық іс-шараларымызды жасауға Алла тағала нәсіп етсін. Айтып жатқан жұмыстарыңа, жаңа тілектеріңе Алла разы болсын. Және де осындай расында да қазақта бар проблемаларды көтеретін, және де именно көтеретін, көре алмайтын емес, аяқтан шалатын емес, именно сен сияқты ниетті түзу арналар көбейе берсін. Бәрекелді. Ел үшін қызмет еткен ерлерге ақ болады деп ойлаймын. Өйткені өзіңіз сияқты азаматтар биіктеген сайын ол халыққа пайдалы. Ардақты Адырна ұлттық порталының көрермендері, баяғыда осы Битлз тобының жетекшісі Джон Ле келісім шартқа келген ғой, Битлз компаниясымен. Сол кезде ол айтыпты, мен қол қоймаймын депті. Өйткені қол қоюдың өзі маған деген сенімсіздік. Мен айтсам сөзімді орындаймын деген екен. Міне сол өзіне деген жауапкершілік. Содан кейін оның жағы қасындағы көмекшілері соның орнына қол қойыпты. Болмағаннан кейін келісім шарт бәрібір керек деген кезде. Міне сол сияқты ең бірінші кәсіпкерге керекті нәрсе ол жауапкершілік. Отбасының алдында, отанының алдында жауапкершілік, ұжымның алдындағы жауапкершілік, серіктестердің алдында жауапкершілік, және тәуекел. Мына және көркем мінез. Әлихан Бөкейхан айтқандай, ұлтқа қызмет ету білімнен емес, мінезден деген сияқты. Міне тәжірибе арқылы дамисың, өсесің, өркендейсің. Ең соңында міне Талғат ағаларымыз сияқты елге пайдасын, шапағатын тигізесің. Кәсіпкерлер елге салық төлейді, жұртты жұмыспен қамтиды. Бай болу үшін міндетті түрде еңбек керек, оқу керек, білім керек. Жақсылықта жүздескенше біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар, пікір қалдырыңыздар, сау саламат болыңыздар. Әрбір қазақ бұл сұхбатты көру керек, достарыңызбен бөлісіңіздер.